Қош келдіңіздер бүгінгі семинарымызға. Бұл семинарды біз Атырауда, Ақтөбеде, Шымкентте, Қызылордада, Алматыда өтіп келе жатырмыз. Менің аты-жөнім Камалбай Юсупбайұлы. 6 бала-шағам бар. Аллаға сан шүкір. Жеке кәсіпкермін. Қазіргі таңда өзім исламтанушымын, негізгі мамандығым Нұр-Мубарак Египет Ислам мәдениеті университетін бітіргенмін, Қызылға тәмамдағанмын. Бірнеше жыл имамдық салада қызмет атқарғанмын. Қазіргі таңда осы психолог мамандығы бойынша жұмыс жасап жатырмын. Вот именно психология саласында когнитивно-поведенческий терапия дейтін нәрсе бар. Когнитивті мінез-құлық терапиясы және РЭПТ, рационально-эмоционально-поведенческий терапия. Яғни эмоциональный расстройстволарда жүрген адамдармен, невротиктермен жұмыс жасаймын. Невроз дегеніміз бар бізде. Невроз бұл жалпы атау. Невроздың ішінде жаңағы айтқан ОКР бар, ГТР бар, ТДР бар, ВСД бар, паническая атака, депрессивное расстройство, бессонница дейтін нәрсе бар, Сондай проблемаларда жүрген адам, лудомания, игромания. Когнитивно-поведенческий терапияның бір жақсы жері, ол любой сферада жұмыс жасайды. Бұл зерттелген, ғылыми зерттеулерге негізделген психотерапия. Кейбір жаңағы суицид дейді, жаңағыдай нумерология сияқты қудырмайды. Бұл нақты когнитивный модельге негізделген, математический есепке негізделген. Мысалы, 1+1 неше, 2 деген сияқты да. Нақты проблема қайдан пайда болады, соның барлығын анықтауға көмектеседі. Психолог консультантпын, жалпы психологпын және психосоматологпын. Көптеген тағы да мамандықтың иегерімін, былайша айтқанда емшімін, қазақ халық емшісімін, жын шығарамын деп қояйын. Ондай да жалпы қасиетім бар, бірақ жын шығармаймын, жын кірмейді деген көзқарастамын жалпы. Жындар өсіп салады, бірақ жындарды өзіміз қуып жібере аламыз. Анау қылқындырып, деп жүргендердің барлығы, олардың барлығы просто тек внушение, галлюцинация, өтірік әңгімелер. Қорққанға қос көрінеді дейді қазақ, ондайды білесіз ғой, Адам қорққан кезде любой нәрседен ойбай жын дейді, тағы бірдеңе дейді деген сияқты. Так, семинардың атауы достар бізде бақытты өмір сүру өз таңдауың деген семинар. Ол қалай біз бақытты өмір сүру өз таңдауың деген нәрсеге толыққанды тоқталатын боламыз. Қалай біз бақытты боламыз? Менде басым ауырып тұрса, қалай мен бақытты боламын деген сияқты да. Не үшін? Қалай сонда? Мен басым ауырып тұрса, сонда мен бақытты бола беруім керек пе деген сияқты сұрақтар туындауы мүмкін. Қалай мен балам айтқанды тыңдамайды, сонда мен бақытты бола беруім керек пе деген сияқты. Соған толыққанды тоқталамыз достар қазір. Қараңыз. Біз сразу бастап кеттік, Жақсы кірсейік. Адамның бақытты өмір сүруіне не кедергі? Қазір көп бақытсыз адамдар. Бақытқа жете алмай жүрген, қуанышқа жете алмай жүрген, ұйқыға жете алмай жүрген, бір дұрыс тамақтан алмай жүрген, күле алмай жүрген, өмірден удовольствие ала алмай жүрген адамдар өте көп. Агрессияда, өзінің агрессиясын баса алмай, ашу, ызаға беріліп, жағаласып, төбелесіп, қазір қоғамда әртүрлі келеңсіз жағдайлар орында алып жатыр, конфликттер болып жатыр. Солардың барлығына не нәрсе себеп болып жатыр? Не нәрсе біздің бақытты өмір сүруімізге кедергі келтіріп жатыр? Деген сұрақ. Қалай ойлайсыз? Сіз қалай ойлайсыз? Сіз қалай ойлайсыз? Айтыңызшы. Асығыстық, Сіз қалай ойлайсыз? Қосыламын дейсіз. Сіз әркім өзінің жеке пікірін айтып үйренген жақсы бұл жерде. Өзінің жеке идеясы, жеке пікірі болған жақсы. Еркін өмір сүргісі келді ғой, әйел адам соның ішінде да. Неге деп маған көп сұрақ келеді да. Енді семейный проблема, денсаулықпен келіп отырып қой осы жерде. Соның бәрін ойлап оқып сіздерге тыңдап, бәріміз мына мида екенін түсініп, өзіміз шығу керек екенін, бақытты өмір сүру үшін кімге керекпіз? Өзімізден басқа ешкімге керек емеспіз. Соның жолында жүріп қой, осы себеппен соны аңсап, өмір сүру оңай деп. Сонымен бақытты өмір сүруге не кедергі? Қысқа нұсқа. Не кедергі? Жауабын таба алмайсың. Менің бақытты өмір сүруіме не кедергі? Ата-анам кедергі ма? Бала-шағам, әйелім, жұмысым, ақшамның жоқтығы, кредит, қарыз. Менде қарыз деген бар ғой, бірақ барлық жағынан кедергі деп айта алмаймын. Күйеуіңіздің арақ ішетіндігі? Аллаға шүкір. Бірақ әлі өзінде денсаулыққа байланысты немен келдік қой, 5 жыл бойы.
яғни сізде денсаулығыңызда болып жатқан проблема бақытты өмір сүруіңізге кедергі келтіріп жатыр. Вот бір ауыз сөзбен қысқадан нұсқа, менің денсаулығым бақытты өмір сүруге кедергі келтіріп жатыр. Все. Сіздің ойыңызша? А? Көп жылдан бері перзент күтеміз да. Аха. Соны деп ойлаймыз. Соны уайымдаймыз, сондайларды. Аха. Яғни сізде ожидание бар. Ожидание бар, иә? Бола ма, болмай ма, бола ма, болмай ма деген сияқты. Сол нәрсе сіздің қазіргі осы сәтте өмір сүруіңізге кедергі келтіріп жатыр. Сіздің ойыңызша? Болашаққа уайымдауға, өткен шаққа уайымдауға. Болашақты, өткен шақты жіберме, болашаққа предсказание негативного будущего, болашаққа жағымсыз болжамдар. А вдруг, а если? Сізде жалпы мазасыздық бар ма? Мына кісі кім, жұбайыңыз ба? Сізде қалай ойлайсыздар? Сіз бақытсыз ба өзіңіз? Аллаға шүкір, сансыз шүкір, бақыттымыз, 4 бала шағамыз бар. Неге сіздің бір өзіңіз бақытсыз да, ал күйеуіңіз, бақытсыз да, күйеуіңіз бақытсыз болып тұр? Жолдасым соның жұмысы кішкене ауысып, кішкене стресс, депрессияға түсіп кетті. Сол ер адамның сондай неге түсуі өте. Жұмысы? Жұмыс жағынан кішкене. Жұмысыңыз ба бақытты болуыңызға кедергі болған? Жетіспеушілік сияқты. Жоқ, жұмысы ауысқаннан кейін соған кішкене қалай. Ал енді сіздің уайымыңыз күйеуіңіз болып кетті. Менің уайым күйеуім және бауырым, өзімнен кейінгі бауырым дүниеден өтті. Аха. Авариядан. Содан кейінгі бауырым, ол да сондай осындай қатты неге түсіп Паническая атакадан. Енді қазіргі уайым сол қыз баламыз ғой. Сол үйде бауырымды ойлаймын, жолдасым. Яғни бір сөзбен айтқанда сіздің бақытты өмір сүруіңізге сыртта болып жатқан жағдайлар себеп болып жатыр. Айналаңыздағы ағайын туысыңызда, күйеуіңізде болып жатқан ситуациялар. Келісесіз ғой? Шүкір, денсаулығымыз, бала-шағаларымыз аман есен, бәрі шүкір да, жақсы бәрі. Яғни сіздің бақытты болуыңызға полноценный барлық нәрсе түгел жеткілікті. Тамаша, все. Сіз айтыңыз. Менің ойымша, жалпы адамның ішкі күйі деп ойлаймын. Сосын екіншіден көп шарт қоямыз бір-бірімізге. Аха, талаптар. Талап, шарт, былай болу керек, былай болу керек. Ал ол нәрселер орындалмай жатқанда адам бақытсыз болып ойлайды. Дұрыс. Ожидание реальность болады. Яғни мен талап қоямын, күйеуім осындай болса екен деп, күйеуім ондай болмайды. Күйеуім маған гүл алып келу керек деген кезде, күйеуіңнің қолында гүл емес басқа нәрсе. Мысалы да? Ожидание. Күйеуіңіз қазір үйде барсам тамақ дайын тұрса, спокойно тамағын жеп алсақ, сосын арғы шаруаға кірсек, қарасақ тамақ жоқ деген сияқты ғой. Үй жиналмаған, тамақ дайындалмаған деген сияқты да. Әйел баламен арпалысып жүр да. Анау бала ауырып қалған болады, сонымен қол тимей қалады деген сияқты. Оны күйеуі түсінбейді. Күйеуінің ойында тек бір-ақ талап бар, бұл тамақ дайын болу керек деген сияқты. Все, достар, қазір осы жерден 3 сағаттан кейін бақытты болып шығыңыздар. Басқа амал жоқ дейсіздер ма? Сен түсіндім уже. Айтып тастады сен көрдің уже. Қара. Өзін төмен бағалау. Яғни менің бақытты өмір сүруіме, менің өзімді низкая самооценка, дұрыс па? Өз-өзімді не істеймін? Төмен бағалаймын. Уайым, постоянно уайымдап жүремін. Болашақты уайымдаймын. Балаларымды уайымдаймын. Жұмысымды уайымдаймын, иә? Үрей. А вдруг, если бір нәрсе болып қалса, балама бір нәрсе болып қалса, өзіме бір нәрсе болып қалса, осындай жағдай жүз берсе, не болады? Күйзеліс, подавленность, иә? Өткен өмірді жібере алмайды, жұмысынан шығып қалады да, содан күйзеліске түсіп кетеді. Енді ары қарай қалай өмір сүремін деген сияқты. Жабырқау, көңіл толмау, көңілсіздік деген сияқты. Жаман ойлар, обсессивные мысли, искаженные автоматические мысли, навязчивые мысли деген сияқты. Жабысқа жалықтыратын ойлар. Демек, осы нәрселер біздің бақытсыз болуымызға себепші болып жатыр. Яғни толыққанды, полноценный бақытты сезінуге кедергі келтіріп жатқан жағдайлар, біздің бойымызда болып жатқан осы психикалық проблемалар. Келісесіздер ғой? Осы нәрселер, немесе денсаулығымызда бір проблеманың болуы тоже деген сияқты. Енді бұл нәрселерге себеп болып жатқан нәрсе бар да тағы. Ол не? Бұндай жағдайларға адам не үшін түседі деген сұрақ туындайды да? Не үшін? Осы нәрсеге түсуінің де бір себептері бар да? Ол қандай? Ол эмоциялар, негативный эмоциялар. Түсінатса? Қазір 1 минут. Інчек, 1 минутқа келсе.
Мына жоғарыда жазылымда көрінбей тұр да, тақырыптарына түсіруге бола ма? Или мынаны түсіреміз бе? Істелінбесе онда қоя салайық, онда болды. Все. Істелінсе дегенім ғой. Қараңыз, достар. Когнитивно-поведенческий терапевттер айтады. Мұрат, жалғасыңыз ба? КПТ терапевттер айтады, адамда негативті негізгі 8 эмоция бар. Ол үрей, ашу, реніш, ұялу, кінәлау, жабырқау, қызғану и көре алмау, зависть дейтін. Тревога, гнев, обида, стыд, вина, подавленность, сосын ревность, зависть. Осы нәрселер жаңағы, мен мысалы үрейленсем, уже менде уайым пайда болады, мазасыздық пайда болады, дұрыс па? Тревожное расстройство пайда болады деген сияқты. Бұл эмоциялар бізге ауа мен судай қажет эмоциялар негізінде. Үрей деген эмоция не үшін қажет? Кім айта алады? Кім жауап береді? Қорғану, яғни қорғаныс механизмі. Келсесіз ғой? Если менде үрей эмоциясы болмаса, мен бірінші көрінген машина қасында өзімді тастай салам. Немесе өртеніп жатқан жерге барып өзімді тастай салам. Потому что менде не жоқ? Страх жоқ, менде үрей жоқ. Үрей эмоциясын Құдай тағала бізге не үшін берді? Защитный реакция бұл. Өз-өзімізді защищать ету үшін. Бір ит келе жатыр сізге жүгіріп, сіз не істейсіз, сол жерде сізде инстинкт самосохранение дейтін нәрсе қосылады. Беги деген, немесе сражайся, немесе замри деген сияқты. Қаш, күрес, немесе қатып қал сол жерде. Инстинкт самосохранение. 3 инстинкт бар бізде қорғанысқа байланысты. Сол кезде сізде үрей пайда болады. Үрей бұл защитный реакция. Қашасыз, немесе итпен төбелесесіз өзіңізді защищать ету үшін. Үрейдің негізінде. Бірақ кейде үрей өз-өзінен келеді. Түсініксіз. Бізде дисфункциональный үрей деп атады оны. Шектен шыққан үрей. Мысалы, нақты апаттық жағдай жоқ, бірақ адам бір нәрсені алаңдап үрейлене береді деген сияқты. А вдруг, если деген сияқты. Ашу. Тоже ашу деген эмоция керек па бізге? Тоже қорғаныс механизмі ғой. Если біз ашуланбасақ, мінезімізді көрсетпесек, біздің басымызға әркім мініп кете беруі мүмкін деген сияқты да. Баламыз тентектік жасаса, біз десеміз, ашу эмоциясын көрсетеміз, чтобы ол сабақ алсын. Яғни ол әлгі тентектікті, жаман істі сіздің ашуыңызбен не істеу керек? Ассоциация жасау керек, байланыстыру керек. Яғни әлгі жаман іс ол әкемнің немесе анамның ашуын тудырады деген нәрсемен байланыстыру керек. Бұны нейроассоциация дейді. Сонда бала әлгі тентектікті немесе жаман істі жасаудан не істейді? Барынша сақтанады, өйткені әкесі, шешесі оған ашуланды сол істі істеген үшін. Демек, ашудың бізге керегі бар. Ашу тоже защита. Если сізді біреу балағатта ұрысып жатса, сіз ашуланып берсеңіз, ол басылып қалуы мүмкін деген сияқты да. Өзіңізді сол жерде бишара ұстасаңыз, үстіңізге міне беруі мүмкін деген сияқты. Дәл сол сияқты реніш мысалда, күйеуі әйелін балағаттап жатыр, сол жерде әйелі ренжімейтін болса, ары қарай ол балағаттауды жалғастыра беруі әбден мүмкін деген сияқты. Сол жерде реніш эмоциясын білдіреді. Дәл сол сияқты күйеуі әйеліне ренжиді деген сияқты. Немесе баласы ренжиді, баласы ата-анасына ренжиді деген сияқты. Ұялу, мысалы бізде функциональный, дисфункциональный ұялу бар мысалы. Функциональный ұялу кәдімгі адамдардың алдында жүрген кезде бір жалаңа шешім жүре алмайсыз ғой сіз. Немесе боғауыздар айта бермейсіз, балағат сөздер сөйлей бермейсіз адамдардың алдында. Өйткені сізде не бар? Ұялу эмоциясы бар. Бұл нормальный ма негізінде? Нормальный ғой, дұрыс па? Шешінбей, сіз тыр жалаңаш жүрсеңіз, ол действительно сіз жындысыз, немесе басыңызда бір нәрсе дұрыс жұмыс жасамайды деген сияқты да. Ал енді дисфункциональный ұялу деген нәрсе сіздің үстіңізде киіміңіз бар, барлық нәрсе бар, но бірақ сіз адамдардың алдында тұрып өзіңіздің пікіріңізді айтуға не істейсіз? Ұяласыз. Өзіңіздің ойыңызды жеткізе алмайсыз. Көрдіңіз ба? Сен Мұрат өзінің ойын жеткізе алмайтынын білдім да, сосын қойдым. Сұраған жоқпын. Мұратқа қазір сөз берсем білемін да, созайын деп тұр әңгімені. Демек, өзінің ойын айта алмайды ол. Уже ол социофоб, яғни социофобия ол. Социальный фобия, әлеуметтік фобия дейтін нәрсе бар. Адамдардың алдына шыққан кезде тревога ұстап, адамдар чтение мысли дейтін нәрсе бар, ода когнитивный искажение. Адамдардың ойын оқып тұрады. А вдруг қазір мен қателесіп қалсам, адамдар мені осылай деп ойлайды. Адамдар мен жай не ойлайды екен, не айтады екен деген ойдың негізінде ол постоянно адамдардың ойын оқып жүреді. Содан ол сөйлеуге, адамдардың алдына шығуға не істейді? Ұялады. Кінәлау да солай. Адам өзін кінәлау арқылы келесі сол істі жасамауға не істейді? Әрекет жасайды. Ал енді дисфункциональный кінәлау, оны неге алып келеді? Стресске алып келеді. Неге істедім, не үшін істедім, неге мен ата-анама қайтарып сөйледім, неге әйеліме ашуландым, не үшін күйеуіме қайтарып сөйледім, неге оған ренжідім сол кезде деген сияқты да. Осы істі бекер істедім деген сияқты өзін жей береді.
Ал бұл жерде өкіну дейтін осының дисфункциональный кінәлау, функциональный кінәлау, ол жерде өкіну. Жасамауым керек еді, ладно, келесіде жасамаймын деген сияқты. Әрбір қателіктен не алады? Сабақ алады. Әрбір проблемадан сабақ алады ол. Болған проблемадан. Будда айтады ғой, проблема это возможность дейді. Проблема бұл өсу дейді, мүмкіндік дейді. Сондықтан, если сіз солай қарасаңыз, если көзқарас солай болса, но сіздің көзқарасыңыз, наоборот, проблема болды, мені құрдымға жіберуге келді деген сияқты. Бұл жерде көзқарас өзгеру керек екен. Жабырқау, подавленность, көңіл күйдің болмауы нормально. Жұмыстан шаршап келген кезде арасында көңілсіздік болу нормально. Но бірақ ешқандай жұмыстан шаршап келген жоқсыз, үйде отырсыз, өз-өзіңізден көңіл күйіңіз болмай түсіп, мазаңыз қашып, действительно, ештеңе желаниеңіз жоқ, апатия. Бір күн болады, 2 күн болады. Не 1-2 сағат емес та ол. Немесе бір күн бойы емес, 3 күн, 4 күн кетіп бара жатыр. Көңілсіздік. Уже дисфункциональный бұл не? Көңілсіздік. Қызғану. Мысалы, әйеліңізді қызғану это нормально, басқа еркектерді. Немесе әйел өзінің күйеуін басқа әйелдердің қызғану это нормально. Норма, қалыпты жағдай. Но күйеуі жұмысқа кетеді да, әйелі үйінде бала шағасымен қалады. Күйеуі ойша ойлайды. Қазір менің әйелім WhatsAppпен немесе Instagramмен біреумен сөйлесіп отыр деп воображение жасайды, қиялдайды. Сол қиялының негізінде ол не істейді? Әйелін қызғанып бастайды. Сосын әйеліне балағат сөздер айтады, әйеліне күмәнданады, әйелімен постоянно не істейді? Ұрысады. Ол дисфункциональный қызғаныш дейді. Сондықтан көре алмаушылық сол сияқты. Көре алмаушылықтың дінімізде 2 түрі бар. Біреуі хасад дейді, екіншісі ғибта дейді. Психология сондай. Функциональный көре алмаушылық бар, дисфункциональный көре алмаушылық бар. Функциональный көре алмаушылық, яғни функциональный зависть адамды жетістікке алып келеді дейді. Жетістікке, белесті бағындыруға жағдай жасайды. Мысалы, бір адам байып жатыр, сіз одан мотивация аласыз да өсесіз. Ал тағы бір адам байып жатыр, сіз не істейсіз? Көре алмайсыз, ішіңіз тарылып, одан сайын стресске аласыз. Яғни ол жерде болезненное сравнение дейді, ауру салыстыру, онымен салыстырасыз да өзіңізді, анау неге өсті, неге менде осында прогресс жоқ, неге менде результат жоқ деп, адам өз-өзін істейді, жеп төмен тастап жібереді. Ол наоборот регресске алып келеді. Ғибта дегеніміз, достар, көркем қызғану дінімізде. Ғибта дейді, пайғамбарымыз айтады, ғалымдарымыз айтады. Ғибта, яғни біреу байып жатыр, мысалы, мына кісі байып жатыр, бәріңіз байып жатсыз да, мен қараймын да, о Алла олардың дүниесіне берекет бер, одан да көп байлығы арта берсін, және маған да сондай байлық бер деп. Тілеу дейді да. Яғни ол адамнан кетуін қаламау. Бола берсін, одан да еселіп бере бер, и маған да сондай бер. Ал дисфункциональный көре алмаушылық, яғни хасад деген, мынаның дүниесі кетсін, тек менде ғана болсын деп тілеу дейді. Көрдіңіз ба? Мынада дүние болмаса екен, тек менде ғана болса екен деп көре алмау. Неге мынау байып жатыр деген сөз, яғни байымау керек деген ар жақта талап жатыр да. Түсінесіз ғой? Енді осы эмоциялар, достар, әлгі жаңа біздің жоғарыда айтылған проблемаға себепші болып жатыр. Осы аталмыш осы эмоциялардың себебінен біздің салдар не болды? Поведенческий реакция, мінез құлық реакциясы не болды? Ары қарай үрейдің күшеюі, өз-өзін төмен бағалау, уайым деген сияқты да. Көрдіңіз ғой? Ал енді осы эмоцияларға себеп болып жатқан, біздің эмоциональный реакциямызға себеп болып жатқан нәрсе не? Өмірде болып жатқан күндегі келеңсіз жағдайлар. Келісесіздер ғой? Оны активирующий события дейді, немесе триггерная ситуация дейді, триггерная ситуация. Немесе стимул дейді, стимулятор дейді, стимулятор. Қозғаушы күш дейді ғой. Мысалы, дәрігердің алдына бардыңыз, дәрігер сізге не то бір әңгіме айтып қалды, сіз не істедіңіз? Сол жерде қорқып кеттіңіз ба? Яғни үрейіңізді оятты ма? Яғни осы жағдай сіздің үрейіңізге себеп болды, дұрыс па? Үрейленуіңізге себеп болды. Балаңыз құлап қалды, уайымдап қалдыңыз, дұрыс па? Сіздің уайым эмоцияңызды қосқан, жаңағы переживанияны қосқан, тревожность еттіңіз, тревогаңыз қосқан балаңызды құлауы. Ашу ыза, мына жерде ашуланып жатсыз. Ол жерде коллективпен, жұмыстастарыңызбен сөзге келіп айғайласып қалдыңызда, ашуланып кеттіңіз деген сияқты. Осындай ситуациялар, міне, өмірде болып жатқан осындай жағдайлар, мысалы, бір нәрсеге үлгере алмауыңыз, прокрастинация, мысалы да, ауа райдың жағы дұрыс болмауы, ауа райдың бұлыңғырлығы, мысалы, күрт ауа рай өзгеріп кетеді, жаңбыр жауып кетеді. Осындай ағаштар құлайды крышаңызға, мысалы да, кеше новыйдан салған, ремонт жасалған үйіңіз талқан шығады деген сияқты да, немесе жаңбыр қатты жауады, суалып кетеді деген. Қалаң суалып кетеді ғой иногда бізде, Ақтауда. Немесе өзгелердің сізді қабылдамауы, төмен бағалауы. Өзгелер сізге төмен баға беру осылай, дұрыс емес деген сияқты да. Немесе жаңағыдай автокатастрофа деген сияқты, ДТП-ға түсіп қалуыңыз. Осындай жағдайлар сіздің көңіл күйіңізге әсер ете ма? Әсер етеді. Келсеңіз ғой, демек бізде мынандай, достар, активирующий события бар. Бұны А дейміз, Одан кейін салдар бар, жағдайлардың салдары. Мынау жағдай, белсендіргіш жағдай болып жатқан
ситуация, бұл белсендіргіш жағдай. Нені белсендіреді? Нені белсендіріп жатыр? Бізде эмоцияны. Одан кейін дене телесный симптомдарды, одан кейін поведенческий реакцияларды, мінез-құлық реакцияларды, немесе іс-әрекет. Бір ситуация болады, сосын ситуацияның негізінде бізде не пайда болады? Эмоция пайда болады. Келісесіздер ғой? Келісесіз ғой? Эмоция. Мысалы, бір жағдай болды. Мысалы, сіздің балаңыз үйленді, сізде не істедіңіз? Қуандыңыз ба? Қуандыңыз, сізде уже дофамин гормоны бөлінеді, эндорфин гормоны бөлінеді, денеңізде бір керемет бір реакция болады, бір қуаныш сезім. Өйткені балаңыз үйге қыз алып келіп жатыр деген сияқты. Немесе бір ақша түсті, айлық түсті, сізде қуаныш сезім деген сияқты да. Келісесіз ғой? Одан кейін денеде реакция болады. Сосын мінез-құлық реакциясы не болады? Балаңыздың бетінен құшақтап, сүйіп, келді, әкелді, барып, басына орамал тағып, жүгіріп әрекет жасайсыз. Яғни поведенческий реакцияңыз, іс-әрекетіңіз не болады? Соған жараса әрекет жасап бастайсыз. Мысалыға, мінекей. Бұл жерде енді біз негативный жағдайды қарастырамыз. Жолдасым мені балағаттады дейді. Бір әйел айтып жатыр өзінің ситуациясын. Жолдасы әйелін не істеген? Балағаттаған. Белсендіргіш жағдай не болды? Ситуация не болды бұл жерде? Жағдай, оқиға. Жолдасы әйелін келді, балағаттады. Бір себеп болған шығар енді балағаттауына тоже. Осы жерде әйелдің ситуациясы, әйелдің жаңағы реакциялары қалай болады? Эмоциональный, телесный, поведенческий реакциялары. Эмоциясы ашу, реніш. Телесный реакциясы не болды? Ашуланғанда, ренжігенде адамда не болады? Басын қысып ауруы, арқаның шаншуы, тамақтың тығылуы, я, ком в горле болады. Адам ашуланғанда напряжение болады, я? Мышцаларда напряжение болады кәдімгідей. Напрягация етеді. Содан кейін мінез-құлық реакциясы не болды? Ашуланып тұр ғой енді. Қаным басыма шапты деп айтады ғой. Мінез-құлық реакциясы жолдасымен ұрысып, оған қатты сөздер айттым дейді. Яғни жолдасына не істеп жатыр? Жауап беріп жатыр. Көрдіңіз ғой? Әйелдегі бұл реакцияларға, яғни эмоциональный, телесный, поведенческий реакцияларға себеп болған нәрсе не? Не нәрсе? Күйеуінің балағаттауы, қымбатқаным. Дұрыс па? Күйеуінің балағаттауы. Осы нәрсе дұрыс емес. Келісесіздер ғой? Жалпы 90% жер бетінде өмір сүріп жатқан адамдардың барлығы осылай ойлайды. Осылай ойлайды. И осылай ойлаудың негізінде адамдар неврологический, эмоциональный расстройстволарға түсіп жатыр. Психикасы бұзылып жатыр. Осылай ойлаудың негізінде. Түсінесіз ба? Мен сізге қазір дұрыс емес ойлау үлгілерін көрсетіп жатырмын. Яғни сіз мынау эмоциональный адамдардың эмоциясының өзгеруіне, мына жерде үрейленуіне, ашулануына, қуануына болып жатқан жағдайларды себеп деп жатсыз негізі. Сондықтан көп адамдар себепті іздеп жатады, я? Осы нәрсе күйеуім маған айғайлады, и мен не істедім? Көңілсіздікке түсіп кетті, настроением түсіп кетті. Көңіл күйім бұзылды. Яғни оны күйеуінің айғайлауы мына жерде көңілсіздік деген эмоцияны тудырды. Келісесіздер ме? Реніш деген эмоциясын оятты. Баласының құлап қалуы мына жерде үрей деген эмоцияны оятты. Анасының ауырып қалуы жағдай. Мына жерде уайым деген эмоцияны оятты. Көрдіңіз ғой? Соның негізінде эмоция неге себеп болады? Эмоция нені оятады, нені тудырады? Телесный реакцияларды, немесе поведенческий реакцияларды. Мысалы, анамыз ауырып қалса не істейміз? Қорқамыз, үрейленеміз, уайымдаймыз, бір жерде тұра алмаймыз. Уайымдап кетеміз, жүгіріп кетеміз, я? Осы ойлау үлгісі негізінде осылай ойлауымыз бізді неврозға келіп жатыр. Бұл негізі дұрыс емес ойлау. Онда неге айтып жатырмын деп қойсаңшы. Неге айтып? 80-90% дейді. Альберт Эллис айтады. Рациональный эмоциональный поведенческий терапияның негізін қалаушы. Енді қараңыз. Осы орайда санамызда сұрақ туындайды. Не үшін? Енді қараңызшы. Әлгі әйелге күйеу айғайлады. Сонда ода ашу эмоциясы пайда болды, я? Ашу реніш күйеуіне. Енді мына жерде сұрақ туындайды. Не үшін бір әйел күйеу балағаттаса ренжіп, екіншісі ашуланып, ал үшінші әйел жолдасының балағат сөзіне қатты мән бермей, немқұрайлық танытып, ары қарай бақытты өмір сүруді жалғастырады. Түсінесіз ба? Не үшін? Сұрақ. Если күйеуінің балағат сөзі әйелді ашуландыратын болса, неге барлық әйелде сол ситуация болмайды? Не үшін деген сұрақта? Вот, көрдіңіз ба? Мәселе қайда? Ау? Қалай басқаратыныңызға байланысты.
Эмоцияны қалай басқарамыз? Немен басқарамыз ол эмоцияны? өзімізге байланысты қалай қабылдайтынымыз Қабылдау деген не ол? Яғни ойларымызға қалай баға береміз осы нәрсеге, болып жатқан ситуацияға қандай оценка береміз? Дұрыс па? Қалай оны интерпретация жасаймыз, иә? Қалай оны өзімізге түсіндіреміз? Келісесіздер ғой? Демек, Марк Аврелий айтады, Римнің император болған Марк Аврелий дейтін, бұл 2000 жыл бұрын айтып кеткен, стоицизм философиясының негізін қалаушы. Адамның көңіл күйін бұзып жатқан нәрсе дейді, егер сенің көңіл күйің бұзылса дейді, сен көңіл күйіңе теріс әсер еткен болып жатқан жағдайлар емес дейді. Сол жағдайға деген сенің көз қарасың, ситуацияға деген сенің берген бағаң, көз қарасың сенің көңіл күйіңе теріс әсер етті дейді. Таңдау өз қолыңда. Қаласаң ренжі, қаласаң ренжіме. Түсінесіз ғой? Демек, достар, бұл жерде уже жауап белгілі, жауап уже шығып тұр. Когнитивно-поведенческий терапия осы нәрсеге алып келеді. Осы нәрсені білуіңіздің өзі сіздің психический расстройстводан шығуыңызға үлкен жағдай жасайды. Потому что сіз причинаны түсіндіңіз. Сіз қазір мен неврозға түсуіме әйеліммен ұрсып қалуым себеп, ата-анам себеп болды, бала кезде осындай детский травмам бар деп қуып жүрсіз ғой кейбір психоаналитиктердің әңгімесі бойынша. Бала кезде сені өйткен бүйткен, анаңның ішінде құрсағында жатқан кезде жаңағы айтқан анаң мен папаң ұрсып қалған, содан сен травма енді онда бәріміз онда невроз болып туылатын шығармыз онда. Мысалы да, ол саған мүлдем әсер етпейді, ол сен ананың ішінде жатқан кезде былайша айтқанда. Оны сосын алып барады, анасының ішіне қайтадан кіргізеді ойша. Давай кеттік психотерапия жүргіземіз, сенің анаңның ішіне апарасың, анаңның ішіне барып жатасың, қазір сен анаңның ішіндесің, қараңғы бөлмедесің, короче, саған бір періште келді, ол періште бүйдеді, өйдеді деп та. Сол кезде, періште келді, күшті, эмоциясы күшті болады да, 2 күннен кейін қайтадан паническая атака жасайды да. Қайтадан мазасы қашады, қайтадан баяғы депрессия, жоқ результат. Демек, ол шешім емес, ол просто өтірік алдау. Түсінсіз? Ол отвлекающий маневр дейміз ғой, былайша айтқанда, отвлекать ету үшін уақытша. Доминантты бұрды да, ойды басқа жаққа бұрған кезде адамда жеңілдік пайда болған сияқты. Бірақ үйіне шыққан кезде, жаңағыдай, үйіне барған кезде қайтадан баяғы ойлар қайтып келеді, искаженный ойлар, автоматические мысли, а вдруг, а если деген, өліп қалсаң не болады, ауырып қалсаң не болады деген, содан қайтадан мазасы қашады. Жын шығаратынға барасың, жыныңды шығардым дейді да, уф дейсі, 2 күннен кейін қайтадан баяғы жыныңыз қайтып келеді. Ол неғылған жын, мысалы да, бітпейтін. Емшіге барасың, сиқырланған, көз өткен, зиян бар дейді, болды. Анау экранмен бейтіп отыр, деп жаңағыдай. Белім қойып қалды дейді. 2 күннен кейін қайтадан ол бел ауырады қайтадан да ол. Ол ВСД, вегетососудистая дистония ол. Внушение, да, көрдіңіз ба? Нешеуіне барыңыз, қымбатхан? Қазақстан бойынша арбататынды нелер Достар, қараңыздар. Демек, еш қайда барудың қажет жоқ. Өткен шаққа барудың да қажет жоқ, емшіге барудың да қажет жоқ. Просто сіз отырып алып, осы жерде мышлениені өзгертесіз, внушениені, былайша айтқанда алып тастайсыз, самовнушение негативный, а позитивный внушение қоямыз. То, что сізде болып жатқан проблемалар ойларда екен түсінген кезде, ол ойларға біз не істейміз? Альтернатива, баламалы ойлар тауып береміз. Баламалы ойлар тауып беріп, оспаривать етеміз. Көрдіңіз ба? Қараңыз, жаңа күйеуі ұрысқан бірінші әйел не істеді? Ашу, ыза, жек көру болса, екіншісі реніш, жабырқау. Күйеуі ұрысып балағаттап еді, ренжіп жабырқады да. Үшіншісі немқұрайлық танытты. Ол мен күйеуім ғой. Күйеуім ұрысады, қояды сосын артынан. Дұрыс па? Сосын ары қарай өмірден удовольствие алуды жалғастыра берді. Потому что ол менің таңдауым деді бұл кісі. Күйеуім ұрысты. Что с того? Қиямет қайым орнады ма? Аспан үзіліп жерге түсті ма? Ол шешеңді де бір боқтады да, сонымен шешеме барып жатқан жоқ күйеуім мысалы. Шешем естіп те жатқан жоқ, оны жетіп те жатқан жоқ. Ол ауызда шықты, сөз болды. Деді, ол әйел негізі керемет періште әйел екен да ол, иә. Сонымен айтты да, ол сөз жетіп жатқан жоқ. Соғыс басталып кеткен жоқ. Күйеуімді соғысқа алып кеткен жоқ. Мен біреу өлтіріп кеткен жоқ, сонымен нормально деген сияқты да. Ары қарай, күшті екен ғой деді да, бақытты өмір сүріп жатыр. Мынау келді да, не үшін ол? Қалай боқтайды ол мен? Мен оны әйел емеспін ба? Ол значит боқтады, мені жақсы көрмейді деген сияқты. Айналайын, сені жақсы көрмесе, ол давно сенімен ажырасып кетеді ғой. Боқтау ол жақсы көрмейтінін білдірмейді. Бүгін боқтайды да, кешке келіп сенімен бетіңнен сүйіп бірдеңе жасап жатса, значит әлі сені жақсы көреді деген сөз да. Келісесіз ғой? Мынау отыр мына саған депрессияға түсіп деген сияқты да. Демек сенің таңдауың сол. Енді қараң, жауап қалай? Жауап былай достар.
Демек, адамның әртүрлі эмоцияларды сезініп, қараңыз, жақсылап тыңдап аламыз. Демек, адамның әртүрлі эмоцияларды, ашу, реніш, үрей, мазасыздық, уайым, қуану, көңіл көтеру сияқты эмоцияларды сезініп, мінез құлқы мен іс әрекеттерінің өзгеруіне, яғни поведениеміздің өзгеруіне, сыртқы және ішкі болып жатқан жағдайлар мен оқиғалар емес. Келісесіздер ме? Сол болып жатқан жағдайлар мен оқиғаларға деген көзқарасы себеп болып жатыр. Яғни менің көзқарасым себеп болып жатыр. Соотса, менің таңдауым. Біреу келіп маған балағат сөз айтса да, мен спокойно қабылдай аламын, немесе жауап бере аламын. Ол нәрседе менде таңдау бар. Ешкім менен таңдауды алып қоя алмайды. Но бізде мынандай нәрсе бар да, маған біреу балағат сөз айтты, мен міндетті түрде ашулануым керек деген қағида бар да. А сенде ашуланбауға да екінші таңдау бар ғой. Жоқ, біз автоматически ашуланамыз, өйткені біз соған өзімізді программалап тастағанбыз. Автоматически іске қосылып кететін. Но бірақ тәрбиелеу арқылы қайтадан біз не істейміз, жаңа программа миымызға орната аламыз. Өзіміздің миымыз тәрбиелей аламыз. Мысалы, сіз спорт залға барған кезде бір күннің ішінде денеңіз шығып кетпейді ғой. Но постепенно жалғастыра берсеңіз, бір күні результат болады. Результат неизбежный. Келісесіздер ғой? Результат міндетті түрде болады. Яғни, болып жатқан жағдайларды дұрыс емес интерпретациялаудың нәтижесінде ол адам әртүрлі келеңсіз жағдайлар туындап жатыр. Ол адамда әртүрлі келеңсіз жағдайлар туындап жатыр. Мазасыздық. Дұрыс емес интерпретациялау. Соотса, болып жатқан жағдайларды. Сіздің жұмысыңыздың ауысуы емес, сіздің мазаңызды қашырған. Просто бұл жұмысқа мен үйренісе аламын ба, адаптацияға түсе алмауыңыз ғой, былайша айтқанда. Ойша. Көрдіңіздер? Сол жұмысты жақсы көре алмауыңыз. Жақсы көрсете аласыз ба? Көрсете аласыз. Аргумент тауып беру арқылы. Аргумент, яғни сол жұмысты қолдайтын аргументтер. Мысалы, мен өзімді жақсы көремін деген сөзді айтамын. Бірақ мен өзіме көңілім толмай жүрді көп жерде. Неге? Сонша мен айнаға қараймын да өзімді сүйемін деп жаңағыдай. Психологтар бар, өзімді сүйемін, өзімді жақсы көремін, мен өзімді қабылдаймын деп жаз дейді, бірақ результат болмай жатыр. Миллион рет жаздым, миллион рет өртедім, миллион рет жаңағы мусорды жаздым, мен негативтерім бар, бәрін кешірдім, өртедіп жүрмін, бірақ результат жоқ та. Енді қараңыз, неге мен өзімді жақсы көремін да, бірақ көңілім толмай жатыр өзіме? Мұрат, айтшы. Жауабы неде оның? Қараңыздар, мынау стол, иә? Отыратын стольшік. Қараңызшы, баға беріңізші, мынау қалай тұр бұл? Осылай қалай тұр? Қалай сіз үстіне отырсыз оның? Қалай сізді көтеріп тұр? Оның 4 тұяғы бар, келісесіздер ғой? Енді қараңыз. Мына стольшіктің орындықтың бетінде мен жақсы көремін деген жазу тұр. Мен өзімді жақсы көремін деген жазу тұр. Келісесіздер ғой? Енді сол мен өзімді жақсы көремін деген жазуды көтеріп тұрған несі бар? Бұл орындықтың 4 тұяғы бар. Келісесіздер ғой? Если ол 4 тұяғын біз алып тастасақ, мен жақсы көремін деген сөз жерге құлай ма? Құлайды. Енді мен жақсы көремін деген сөзге біз не істеуіміз керек? Аргумент тауып беруіміз керек, дәлел тауып беруіміз керек. Сонса, мен өзімді жақсы көремін, мен өзімді сүйемін, мен өзімді қабылдаймын деген сөзге аргумент қандай? Мысалға, бір тұяғын алайық. Мен тәтті тамақ дайындай аламын. Мен өзге тілде сөйлесе аламын. Мен общительныймын. Адамдармен жақсы сөйлесе аламын. Мен көлікті жақсы басқара аламын. Екінші бір адам бар, көлік басқара алмайды, мүлдем рөлге отыра алмайды. Демек, сенде бір навык бар, түсінсіз? Яғни сіз не істеп жатсыз? Мен жақсы көремін деген сөзді объяснять етеді. Өзіңіздің көптеген қырларыңызды құнсыздандырып жібергенсіз. Мен арақ ішпеймін, темекі тартпаймын деген сияқты. Бір адам алғаш арақ ішіп, лудаман, неше миллион қора кіріп жатыр, мысалда. А сіз сондайсыз ба? Демек, сіз сол ісіңіз үшін өзіңізді жақсы көруіңіз керек. Яғни аргументтер тауып берсек, мынаның асты неге жаңағыдай тұяқтарға толып кетеді. Демек, сізді көтеруі де оңай болады. Яғни мен өзімді жақсы көремін деген сөз сол кезде айту оңай. Действительно жақсы көретініңізді түсінесіз. Мен өзгелер мені қалай бағалайды, маған бәрібір. Пускай ойлай берсін. Но мен всегда өзімді жақсы көремін. Көрдіңіз оны? Демек, достар, аргумент всегда өзімізге мықты дәлел тауып беретін болсақ, ойларымызға альтернатива, оны қолдайтын ойлар тауып беретін болсақ, проблема ешқашан болмайды. Мысалы, невротический ойлар.
Біреу айтады, болашақта маған бір нәрсе болып қалады деп ойлайды. Я предсказание негативного будущего бар. Сұрақ қоямыз оған. Сен болашақты білесің бе? Кім біледі? Болашақты білетіндер бар ма? Мен көп осы семинарларға барған кезде, обучениеде жүргенде, осы Чимкентте обучениеде жүргенде, шәкірттеріме айтамын да, болашақты білмейтін адам сіздерге болашақты білмейтін адам болашақты білетін адамдарға сабақ беріп жатыр деп айтамын. Яғни олар болашақты білет, вот именно мен болашақты білмеймін. Соның үшін оларға мен сабақ беріп жатырмын. Оларға болашақты білмеуді үйретіп жатырмын да, былайша айтқанда. Олар болашақты білгендіктен олар неде? Паническая атакада, мазасыздықта, дұрыс па? Олардың ойлары болашақта, ожиданияда, постоянно күтумен жүр. Бірақ болашақты білмейсің ғой. На самом деле, білесіз бе, білмейсіз бе? Нақты мойындаңызшы, білесіз бе нақты? Енді білмейтін болашақты ойлай беру сізге қаншалықты пайдалы? Қалтаңызға қанша ақша келеді? Президентіміз сіздің мойныңызға медаль тағып, молодец, красавчик, сіз болашақ жайында ең қатты ойлап жүрген еліміздегі нағыз азамат екенсіз, немесе азаматша екенсіз деп бір медаль тағып жатыр ма, ақша беріп жатыр ма, айлығыңыз көтеріп кетіп жатыр ма деген сұрақ та. Миға осындай прагматический сұрақтарды қойған кезде ми автоматически не істейді, пайдасы жоқ нәрсені ойлаудан бас тарта бастайды. Әрине бірден емес, но постепенно. Если сіз болашаққа қатысты еш нәрсе ойламай қойсаңыз, білмейсіз ғой, потому что еш нәрсе ойламай қойсаңыз, болашақты тастап, болашақтың еншісіне тастап, қазіргі сәтпен айналысуды бастасаңыз, нақты не істегіңіз келіп жатыр, кәп қазір данный момент. Болашаққа қандай жоспарлар құрып, кәп қазір неме айналысыңыз келеді, иә? Здесь сейчас дейміз ғой. Зиян бола ма сіз ойламай қойсаңыз, уайымдамай қойсаңыз болашақты? Қалай ойлайсыз? Болашақты уайымдамайсыз мүлдем. Сонда армандау басқа зат па? Армандау басқа, армандау сізге мотивация береді. Ал уайымдау арман, ол избегать етеді. Түсінсіз? Сіздің ойларыңыз. Мысалы, мен ақша табам деп цель қойсаңыз, келесі жылға 200 миллион теңге зарабатывать етемін деген цельді қойсаңыз, сізде мотивация пайда болады. Соны реализовать етуге әрекет жасап бастайсыз, иә? Соны шындыққа айналдыруға әрекет жасап бастайсыз. Ол ой сізді сыртқа алып шығады. А вдруг мен далаға шықсам бір нәрсе болып қалса, аяғым сындырып алсам, машинада ДТП-ға түсіп қалсам деген ойыңыз сізді агорафобияға алып келуі мүмкін, иә? Боязнь открытого пространства, сыртқа шығудан қорқу, ашық кеңістіктерге шығудан қорқу. Келісесіздер ғой? Демек, ойымыз. Түсінсіз, базарға бардыңыз, қазір базарда жүргенде паническая атака ұстап қалса не болады? Міне, ол избегание дейді. Сіздің ойларыңыз алып қашып жатыр. На самом деле дәрігерлер сізден ешқандай проблема тапқан жоқ, сап-саусыз. Сіздің денсаулығыңызда денсаулық ешкімде жоқ, былайша айтқанда. Но сіз өзіңізге не істейсіз? Ішкі ресурстарыңызды обесценивать етіп тастағансыз. Мен действительно маған бір нәрсе болады, дәрігерлер менен нақты бір нәрсе таппай жатыр, олар білмей жатыр деп та. Дәрігерлердің білімін не істейсіз? Жоққа шығарасыз, былайша айтқанда. Бұл жерде глобальная оценка өзіне, өзге әлемге қоятын. Яғни менің действительно ауруым бар, мен бейшарам, әлсізбін, и дәрігерлер действительно білмейді, білімсіз олар. Ақтаудың дәрігерлері тем более деген сияқты да. Бәрімізде сондай ғой. Мықты дәрігерлер бар ғой, Ақтауда профессорлар бар деген сияқты да. Но біздің ойымызша, бізден бір нәрсе таппаса, табу керек, сонда табу керек па? Действительно сізден мен түсінбеймін да. Ауру табу керек па? Сіз ештеңе емес, мен деген Ақтау, Алматы, Ақтөбе барлық жерге бардық. Қараңыз. Енді достар, КПТ рэп осылай не істейді? КПТ-ның мынау когнитивный модель, математический есеп. Белсендіргіш жағдай, сол белсендіргіш жағдайларды қабылдау, ойлар, сенімдер. Я? Верование дейді. Рациональный, иррациональный верование. Рациональный верование бұл позитивный ойлар, я? Дұрыс ойлар. Иррациональный верование, немесе иррационалды наным сенімдер, ол қисынсыз, дұрыс емес, дисфункциональный убеждениялар, я? Міне, осы жерде ойлар бар. Демек, мына жағдайлардың екеуінің ортасында, жағдайлар мен салдардың ортасында тасымалдаушы бір не бар? Күш бар. Делдал дейміз ғой. Посредник бар. Ол не? Біздің ойларымыз. Бірақ көп адамдар ойларын байқамайды. Өйткені автоматым жүзеге асып кетіп жатыр көптеген ситуациялар. Келісесіз ғой? Осы ойлар біздің эмоциямызға, и теламызға, және біздің мінез құлқымызға, және іс-әрекетімізге әсер етеді. Мысалы, жолдасым мені балағаттады. Банағы әйелдің әңгімесі. Ол әйелде не пайда болды бізде? Ашу, реніш, телесіне реакциялар, бастың қысуы, арқаның шаншуы, тамақтың тығылуы. Ал панический реакция не болды? Жолдасымен ұрсып, оған қатты сөздер айттым. Енді осы реакцияларға себеп болған нәрсе біздің искаженный, бұрмаланған ойларымыз. Яғни біріншісі ол. Ол мені балағаттамау керек. Долженствование, талап қойып жатыр, я? Жолдасы балағаттады, әйелін. Ол мені балағаттамау керек.
оның мені балағаттауы өте жаман катастрофизацияға айналдырды, апаттандырды, өте жаман болатындай соншалықты қандай жаман альтернатива тауып беріп жатырмыз қазір. Қараңыз, ол мені балағаттамау керек деген долженствованияны біз пожеланияға айналдырамыз. Қалаймын күйеуімнің мені балағаттамағанын, қалаймын. Но ол балағаттаса бәрі бітті дегенді білдірмейді. Келсесіз ғой? Оның мені балағаттауы өте жаман, уже апаттандырып жатыр, катастрофизация деп, когнитивный искажение. Осы жерде когнитивный континуумға саламыз, яғни процент есеппен өлшейміз, салыстырамыз. Өте жаман болатындай соншалықты қалай оның балағат сөзі мені өлтіре ма, мен соғыс қалып кете ма, қиямет қайым орнай ма, апокалипсис орнай ма, елді су алып кете ма, жер жарылып кете ма, үйімізге бомба түсе ма, нақты бір катастрофический бір мысал келтіріңізші, осыған аргумент тауып беріңізші. Еш нәрсе таппай қаласыз ғой. Оказывается, күйеуіңіздің балағат сөзі түкке тұрғысыз екен да. Мысалы, түкке тұрғысыз. Мен оған төзе алмаймын. Яғни низкая переносимость, фрустрация дейтін нәрсе бар. Жайсыздыққа төмен төзімділік. Ішкі ресурсын обесценивать етеді осы жерде. Күйеуім мені балағаттаса, мен оған шыдай алмаймын, мен көтере алмаймын дейтін әйелдер бар ғой. Мысалы да, мен шыдай алмаймын. Сен балағат сөзіңді қашанға мен көтеремін? Все уже. Менің мына жеріме келді деген сияқты да. Сен солай мына жеріме келді деп 100-ге дейін өмір сүре аласың негізінде. Қаласаң да, шынымен де күйеуіңмен деп та. Көрдіңіз, демек любой нәрсеге шыдай аламыз. Просто сіз солай өзіңізді бағалайсыз. Мен шыдай алмаймын, все, біттім деген сияқты да. Демек ол мені жақсы көрмейді, уже обесценивание кетеді осы жерде. Если ол мені балағаттаса, что это значит? Значение беріп жатыр ол жерде. Значит, ол мені жақсы көрмейді. Яғни балағат сөзімен. Бұл жерде условное предположение дейді. Күйеуім маған мен сені сүйемін деген сөзді айтса, значит, ол мені жақсы көреді. А если ол мені балағаттаса, значит, ол мені жек көреді деп. Бірақ 200-ді күйеулер де бар ғой, еркектер де бар ғой. Ойбай, жаным күнім деп басқа әйелдермен де жүріп жүреді, дұрыс па? А оған не қалдайсың? Мынау балағаттайды да мүлдем жағы неге не істемейді, сізден басқаға ешкімге жақындамайды. Сізді балағаттайды бірақ. Мысалға, төзеді ғой әйел адам, төзе бересің, бірақ екінші жақ, күйеу жағын сынатсаңыз өтеп кетпей ма? Соны ойлайды көп әйел адам. Ол предсказание негативного будущего, болашаққа жағымсыз болжам. Көтеріліп кетпей ма деген сұрақ, уже ол невротический сұрақ ол. Пускай көтеріле берсін, что с того? Көтерілсе не болады? Зато жақсы ғой, сен көтеріп жатсың ғой. Күшті ұрса берсін, құтты болсын ұрса мысалы да, ұрса берсін деп. Сондай ой ғой бізде негізі әйел адам. Вот, осы нәрсе проблемаға келіп жатыр сізді. Көрдіңіз, сіз әлі келмеген болашақты уайымдап, қазір сезініп жатсыз үрей эмоциясын. Келмеген болашаққа бола неге қазір үрейленуің керек, мен түсініп тұрған жоқпын. Күні ертең сен не болатынын нақты білмейсің ғой, қандай жағдай болатынын білмейсің ғой. Бірақ өкінішке орай сен әлі болмаған, келмеген болашақты уайымдап, шектенсіз уайымдай беруің ол қисынсыз, былайша айтқанда. Әрине болашаққа дайындықпен өмір сүрген жақсы, но бірақ білмейсің ғой нақты. Мәшіннің бірдеңесі бұзылып қалса, мысалы, бір заттан көресің да ойлайсың, именно осыдан дейсің да, басқа бір нәрседен болып шығады. Иә. Ол шатасуы мүмкін ғой, болжамның өзі шатасуы мүмкін, дұрыс па? Ол нақты факт емес та. Енді қараңыз, жағдай, оқиға, мына жерде бірінші, екінші жағдай, екеуі бірдей жағдай. Қараңыз, түнде жалғыз серуендеу и түнде жалғыз серуендеу. Екеуінде бірдей ситуация, екі адамда. Мына ойлады, біріншісі, жаман адамдар ұрлап кетеді деген. Я? Жаман адамдар ұрлап кетеді деген ойды ойлады. Сол ойдың негізінде реакция не болды? Эмоциональный реакциясы үрей болды. Үйге қашу. Үрей неге алып келді? Поведенческий реакция үйге қашты. Енді ол жерде телесный реакциялар да болады. Үрейленгенде тік-тік жүрегі соғады, аяқ қол дірілдейді деген сияқты ғой. Бірақ үйіне қашады. Мынау не істеді? Түнде жалғыз серуендеу туралы ойлады, немесе жалғыз серуендеу керек болды ситуация. И бұл ойлады, түнде жүрген пайдалы. Түнде жаяу жүрген пайдалы. Өйткені түнде ауа таза болады. Көліктер тоқтайды, түнде ауа райы бір кішкене бір күн жоқ, мысалы да, түсіп тұрған жоқ. Тыныш, тишина, спокойствие деген сияқты ғой. Размышлять етуге, бір идеялар ойластыруға жақсы да түн негізі. Мен өзім түнде жалғыз серуен дегенді жақсы көремін. Бірақ кезінде панический атакада жүрген кезде свет жағып жататын болдым да. Свет жақпасам жата алмаймын мысалы да. Қараңғыдан қорқып қалдым да тау. Қазір қараңғыламаса мен қап-қараңғы тас түнек болмаса мен ұйқым келмейді деген сияқты.
Потому что өзімді үйретіп тастадым сол нәрсе. Бұны экспозиция дейді, техника экспозиция дейді, РБ дейді. Сондай қай жерден қорқасың, сол жерге бара беру дейтін. Сол нәрсені жасай беру. Соқса. Түнде жүрген пайдалы, түнде ауа таза болады деген ойды ойладым. Содан қуаныш эмоциясы, көңіл күйім көтеріледі. Түнде серуендеуді ойлаған кезде и серуенге шығу. Поведенческий реакциям не болды? Поведением далаға шығу. Сіздің жүзіңіз бар ғой андай да. Бүгін осыдан кейін түнде серуенге шығамын деп тұрған сияқты. Сіз кәдімгі мына әңгімеден кейін қазір мен түнде деп бүйтіп серуенге шықсам деп уже ойластырып жатқан сияқты. Я мимикаңыз уже көріп тұр да. Қараңыз, стресстің себебінен стресс дейтін нәрсе бар. Вторичный, первичный стресс и вторичный стресс дейтін нәрсе бар. Түсінікті болып отыр ма сізге? Осында сіз ғой әйтеуір. Осында отыра беріңіз, болашаққа кетіп қалмаңыз. Қараңыз, А, Б, С дейтін нәрсе. Мынау А деген активирующий событие, Б beliefs дейміз ғой, ойлар. И С бізде салдар, эмоциональный, телесный, поведенческий салдар. Мына С иногда, мынау болған жағдай бар ғой, салдар бар ғой, сол иногда неге айналып кетеді? Ситуацияға айналып кетеді. Триггерный ситуацияға айналып кетеді. Ал триггерный ситуация неге айналады? Ойға айналады. Триггерный ситуацияны біз тағы да ойлаймыз, ойлар неге айналады? Салдарға айналады тағы. Первичный, вторичный стресс дейді. Мысалы, мінекей, күйеуі әйеліне ұрысты. Айналып келіп күйеуі мен әйел өтті ма? Күйеуі мен әйел. Тек дәл сіз осы ойланып келген сияқтысыздар ғой бәріңіз. Ері зайыптар. Қараңыз, күйеуі әйеліне ұрысты. Ол маған ұрыспау керек, талап қойды. Содан ашу пайда болды әйелде. Содан адам ашуланған енді бас ауырады, іш қызу, жауырын шаншу дейтін симптомдар пайда болады ғой. Енді бұл салдар ғой енді мына жерде. Дұрыс па? Телесный реакция салдар болып тұр. Енді салдар ол ашуланған кезде массасы қашып тұр, денесінде бір дискомфорт болды. Енді сол дискомфорт мына жерде ситуацияға айналады. Триггерный ситуацияға. Осыны дұрыс емес интерпретация жасайды. Қараңыз, міне, бас ауру, іш қызу, жауырын шаншу. Содан мен ауруымын деп ойлап қалды. Ол негізгі себебі мына жақта жатыр. Күйеуімен конфликтке келіп қалды негізінде. Содан дұрыс емес ойлады, ойлардың негізінде мынандай денесінде осындай симптоматикалар пайда болды. Енді сол симптомдарды дұрыс емес интерпретациялады. Мен аурумын, менде бір нәрсе дұрыс емес, дәрігерге қаралуым керек деп ойлады. Көрдіңіз ба? Осы ойдың негізінде қайтадан ода қандай эмоция пайда болады? Үрей пайда болады. Паническая атака, сосын жүрек тарсылдау, бас айналу, алақан терлеу тағы сол сияқты симптоматикалар пайда болады. И мына проблема кетуі мүмкін. Мына ситуация бар ғой, осы нәрсеге себеп болған ситуация кетуі мүмкін мына нәрсе. Бірақ мына нәрсе қалып қояды. Түсінсіз? Негізгі причина қайсы еді? Күйеуі мен әйелінің ұрысып қалу, конфликтке келу. Мына жақта екінші уже вторичный стресс пайда болады да. Ол вторичный стресс, третичный стресс қалып келеді ол. Ол қандай? Мысалы, жүрек тарсылдап, менде не болып жатыр, мен ауруым ба деген сияқты ой келеді да. Ойлайды, сол ойдың негізінде ода подавленность болады, депрессия басталып кетеді. Көңіл күй толмайды. Потому что мен аурумын ба деп ойлап жүрген адам өмірден ләззат алмайды ол. Ләззат алмайды емес, ала алады, если қаласа. Потому что Харуки Мураками деген жапондық жазушы айтады, боль неизбежна, страдание лишний выбор каждого дейді. Боль неизбежна дейді. Боль ол болады дейді. Бірақ одан страдать етіп етпеу, азап шекпеу әркімнің жеке таңдауы. Дұрыс па? Менің жеке таңдауым. Мысалы, бір адам бар, басы ауырды, маған анальген беріңіздер, аспирин, ойбай басым ауырып тұрды, ол жатады барады. Екінші бір адам бар, басы ауырып жатырды, жұмысқа кірісіп шаруаны жасап, басының ауырғанын ұмытып кетеді да, бір кезде жоқ бас ауыру. Келісесіз ба? Сондай жағдайлар болады ғой. Мен жалпы басым қысып ауырса бір ситуацияларға байланысты. Жатып қалмаймын, түргеліп жүремін. Потому что кровообращение болады менде, сол басым ауырып жоқ болып кетеді. Жатсам оны ойбай деп та, бүйтіп концентрацияң бар, сол жерде отырасың да, ойланып, қашан кетеді екен деген сияқты. Демек, достар, проблема қайда? Проблема мінекей біздің ойларымызда. Проблема біздің ойларымызда. Бізде мынандай нәрсе бар. Долженствование дейтін нәрсе бар. Талап қою, біріншісі. Талап қою.
талап қою. Қараңыз, бізде долженствование бар, талап қою. Екіншісі апаттандыру, катастрофизация, иә? Апаттандыру. Үшіншісі низкая переносимость фрустрации дейді. Жайсыздыққа төмен төзімділік. Жайсыздыққа ЖТТ. Төртіншісі глобальная оценка, яғни обесценивание, құнсыздандыру деп айтамыз, иә? Құнсыздандыру, қараңыздар достар. Мынау когнитивті бұрмалаулар деп атайды. Когнитивные искажения дейді. Бұны когнициялар дейді. Яғни дұрыс емес стресстік ойлау үлгілері. Талап қою. Өзіне, өзгеге, әлемге. Мынау қараңызшы, мынандай үш нәрсеге қойылады осы нәрселер. Өзіне бірінші, иә? Өзгеге және әлемге. Әлемге қараңызшы. Долженствование сердца невроза дейді. Альберт Эллис. Долженствование, талап қою невроздың жүрегі дейді. Паническая атаканы тудырады, депрессияны тудырады, талап қою, иә? Потому что ожидание реальность бола береді ол адамда. Талап қояды, сол талабына сәйкес келмейді. Ожидание реальность дейтін нәрсе бар бізде. Мынау мысалы күту, иә? Мынау не? Шындық, реальность, дұрыс па? Шындық. И рассогласие бар, дұрыс па? Сәйкессіздік. И мынаған қарсы келеді. Қараңыз, осы жерде не пайда болады? Үрей, ашу, реніш деген сияқты да. Күткен нәрсе шындыққа сәйкес келген жоқ. Мысалы, әйелі күйеуі маған гүл алып келсе дейді. Ожидание болады, күту болады. Күйеуі кіріп келді, бірақ қолында не жоқ? Гүл жоқ. Күтумен, яғни үмітпен шындықтың бір-біріне қарама-қайшы келуінің нәтижесінде мына жерде реніш эмоциясы пайда болады. Реніш эмоциясын пайда қылмауға тырысасыз, но бірақ автоматом ол жұмыс жасап кетеді. Өйткені сізде ожидание болды. Күйеуі үйім жиналып тұрса, қазір тамақ дайындап тұрса, қарным ашып келе жатыр деп, уже тамақты ойлап келе жатады, ол басқа нәрсе ойламайды. Үйіне келсе, әлі тамақ дайын емес. Яғни ожидание, реальность болып жатыр. Вот, именно ожидание, реальность деген нәрсе өте жаман нәрсе. Керек емес нәрсе. Соң үшін еш нәрсе ешкімнен күтпеу дейтін нәрсе бар да. Күтпеу. Болуы да мүмкін, тамақ дайын болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Всегда альтернатива тауып беру, баламалы ойлар тауып беру. Мәселеге бір жақты қарау дейтін, вот именно адамды неге жібереді? Стресске. Психический расстройство алып келеді. Бір жақты қарау. Мысалы, әйелім мен айтқандай болу керек, сен айтқандай болмауға да ақысы бар да. Күйеуім мен сызған сызықпен жүру керек, басқа қыздарға қарамау керек деген сияқты да. Ол тіпті басқа қатындарға баруға да ақысы бар, если қаласа. Если бармай жатса, ол өз үшін сізді құрметтеген үшін бармай жатыр деген сияқты да. Но бара ала ма? Дәл сол сияқты бара алады. Әйел менің айтқаныма жүру керек, мен рұқсат бермейінше үйден шықпау керек. Шыға ала ма? Негізінде таңдау бар ғой, иә? Да пошел ты десе, бізде ештеңе қалмайсың ғой, все болды деп та, мысалда. Сөйтіп шықпау керек деп, жаңағы күйеуін қаматып жүрген әйелдер де бар, мысалда. Төбелесіп, айғайласып, анау шықпау керек, мысалы, ана Бейшенбаев не болды, мысалда, Құдай сақтасын. Менің айтқан болу керек деді да, сонда әйелі қарсылық танытқан кезде барды, өзінің өмірін құрдымға жіберді, 24 жыл алып кетті деген сияқты. Шерзаттың мәселесі мысалы, Алла рахмына бөлсін. Алды, барды, эмоцияға берілді. Ол жерде не бар? Долженствование бар, талап. Яғни ол бала бізге сөйлемеу керек, ол бала. Шығол, кімсің сен маған сөйлеме деген сияқты да. Ол да барды, сен маған олай сөйлеме, сен мен әкемен істеме деген. Екеуінде де не? Требование бір-біріне деген қойған талаптардың негізінде ортада конфликт туды. Яғни долженствование ойлар агрессивный поведениеге алып келді. Ашуды оятты, талаптар, сен маған сөйлеме, ашуды оятты, ашу поведенческий реакцияға, яғни поведенческий агрессивный поведениеге алып келді. Уже бір-біріне дейін қару жұмсады да, былайша айтқанда. Бірақ олсызда шешуге болады, брата мен кешір, ренжіме, мен байқамай қалдым, шынымен кешірші мен деді. Кешірім сұрап кеткенде проблема шешіліп кетер еді. Жоқ, мен кешірім сұраймын, сен кімсің деді. Мысалы кетті. Біреуі қамалды, екіншісі кетті деген сияқты. Демек, всегда бізде выбор бар екен түсінуіміз керек. Всегда выбор бар. Сонса, выбор всегда бар. Менің ғана айтқан болу керек. Сонда не ол деген сияқты да. Мысалы, менің айтам да, шәкірттерге айтам всегда.
Если балаңыз ауырып қалса, сіз не істейсіз? Оны уайымдайсыз ғой. Неге уайымдайсыз? Потому что сіз оны жақсы көресіз. Дұрыс па? Келісесіз ғой, жақсы көргендіктен уайымдайсыз. Но заң бар ма сондай, қағида, ереже, сондай бір сон нәрсені қолдайтын ассоциация бар ма? Если жақсы көрсең, онда значит уайымдауың керек деген. Уайымдамайды емдетуге болады ғой негізінде, таңдау бар ма? Наоборот, уайымдау сізге де жақсы емес қой. И балаңыз да сонымен жазылып кетпейді ғой, дұрыс па? Немесе қағида бар ма? Если сен балаңды уайымдасаң, тез жазылады деген ереже бар ма? Алла тағала солай айтты ма бізге? А уайымдамай қойсаңшы, ол жазылмай қалады деген ереже бар ма? Мысалы, анаңыз бас ауырып қалды, ойбай анашым дедіңіз, қалай анаңыз, о, күшті, мені уайымдап жатыр екен, мен жақсы болайын деді ма мысалы? Наоборот, оны переживать етіп қаласыз ғой. Уайымдатып жібересіз анаңызды мысалы. Ой, анашым, ой, ештеңе етпейді, ой, нормально десеңіз, мысалы да, ол жазылып кетуі мүмкін да. Немесе маған ешкім уайымдамайды екен деп ренжіп жазылып кетуі де мүмкін мысалы да. Ой, мына жата берген пайдасы жоқ, и так бәрі маған түк немқұрайлы екен ғой деп та. Мысалы, бір аналар бар, сөйтіп өтірік жаңағыдай ауырып манипуляция жасаған жақсы көреді дейді. Ауырсам, қазір бәрі маған қараса, мән берсе деген сияқты да. Мысалы да. Ол енді неосознанно соған үйретіп алған ғой, миын үйретіп алған әдет, привычка да, оған қазір кішкене дейді да, бірақ сол кісі 100 жыл өмір сүреді ертең. Мысалы да, бәрін қартайтады ол. Сондай адамдар болады ғой мысалы. Демек, достар, талап қою, долженствование. Долженствование сердце невроза дейді. Невроздың ішінде дисфункциональный гнев. Тек невроз дегеніміз қорқа беру емес, ашу. Қатты ашу, ашуын басқара алмау. Ренішін басқара алмау. Ренжи береді бос нәрсеге. Президентке де ренжиді, ана көшедегі сыпырып жатқан көшедегілерге де ренжиді, бәріне ренжи береді, дұрыс па? Ренжімейтін адам жоқ оның. Тағы баласына ренжиді деген сияқты ғой. Күйеуіне ренжиді, әйеліне ренжиді, ренжи береді, көңіл толмайды. Бірақ ол реніш оны шаршатып жатқан білмейді. Ол реніш адамның өзіне ғана зиян. Сосын сол талапты апаттандыру, мысалы, мен идеальный болуым керек. Өзіне өзгеге әлемге қоятын талаптар дедік қой, мен идеальный болуым керек, мен ешқашан қателік жасамауым керек, мен ешқашан ұятқа қалмауым керек. Келісесіз ба? Осылай өзіне талап қояды. Өзгелерге ешқашан олар маған жаман сөз айтпау керек, өзгелер всегда мені қолдау керек, өзгелер маған жаман балағат сөздер айтпау керек, өзгелер менің алдымда қателеспеу керек деген сияқты да, оларға ровно жүру керек, әркім өзінің орнын білу керек деген сияқты да, олар заңға бағыну керек. Қызылдан өтіп бара жатса, қызылдан өтіп бара жатқан адамды анаң шешеңді боқтаймыз ғой. Мысалы да, знаешь, бізде талап қойып жатыр, ол қызылдан өтпеу керек, өтсе не болды? Өзі жауап береді ғой заңның алдында, если камера жасап тұрған болса. Ішімізден тілеп қоямыз, ана камера жасап тұрған болғай сол кезде да. Иә, но бірақ өзім шаршап жатырмыз да. Көрдіңіз ба? Әлем жаңбыр жауып кетсе мынау не, аспан тесіліп кетті ма дейміз. Демек, өзімізге, өзгеге, әлемге қоятын талаптарымыз біз шаршатады. А если сол талаптар орындалмаса, ол катастрофа, это ужасно. Әйел маған ешқашан қайтарып сөйлемеу керек. Сонда әйелің саңырау ма, не ол, тілі жоқ па мысалы да. Күйеуі маған балағаттамау керек. Неге одан сен оны алып қойып жатсың қолдан? Ер азамат ол балағаттайды деген сияқты. Оның балағаттауы это ужасно. Это ужасно деген сөз катастрофизация, апаттандырып жатыр ойша. Келісесіз ба? Апаттандыру. Мен қателеспеуім керек. Менің қателесуім ужасно. Мен идеальный болуым керек. Менің идеальный бола алмауым, бір жерде бір нәрсені мінсіз жасай алмауым, это ужасно. Өте жаман. Это страшно. Яғни ойша апаттандырып жатырмыз. Келісесіз ба? Если мен қателессем, это невыносимо. Низкая переносимость фрустрации. Бұл төзгісіз, мен төзе алмаймын, мен қателікке төзе алмаймын, мен шыдай алмаймын. Деп көтере алмай жатады ғой өзінің қателескен. Күйеуім мені балағаттады, это невыносимо. Если тағы менде паническая атака болса, это невыносимо, мен оған шыдай алмаймын. Если тағы депрессияға түсетін болсам, все, менің өмірім бітті, мен өмір сүргім келмейді деген сияқты да. Если маған күйеуім ұрса, значит, мен бейшарамын, әлсізмін, төменмін. Күйеуім мені құрметтемейді, ол мені жақсы көрмейді, ал ол оңбаған деп оны обесценивать етеді, яғни өзін өзгені. Ал бұл әлем сондай бір жаман еркектерге толы әлем, әлем деген жексұрын, әлем деген сондай бір өмір сүруге тұрмайтын әлем деген сияқты да. Уже әлемді обесценивать етеді. Көрдіңіз ба, осы 4 когнитивный искажениенің негізінде біздің бойымызда болып жатқан психический расстройстволар. Көрдіңіз ба? Енді не істемек керек деген сұрақ туындайды да, осы жерде не істейміз енді, мынаны айттыңыз деген сұрақ, енді жауап қайда деген сияқты ғой. Қалай шығамыз осы состояниеден деген сияқты сұрақтар туындауы мүмкін, иә? Оны келесі сабағымда айтамын деп қояйын ба? Келесі ақылы сабағымда айтамын десеңші.
Сериал осы жерден бітті дейсіздер ғой. Сізді тыңдап отырып, мен емес күйеуім невроз сияқты қалуым. Салыстырып отырмын. Жоқ, қараңыз. Невроз ол любой адамда бар, бірақ көп адам білмейді оны. Невроз тек қана ол үрей емес қой, сізде паническая атака бар. Потому что сіз маған консультацияға келдіңіз, дұрыс па? Сізде паническая атака болып жатыр. Ал күйеуіңізде басқа эмоциялар бар, дисфункциональный басқа эмоциялар бар. Айттық қой, невроз тек қана бір-ақ эмоция емес қой, тревога деген. Тревожное расстройство емес қой. Ол дисфункциональный гнев, дисфункциональный ревность дейтін нәрсе бар, қызғана беру. И ОКР, обсессивный компульсивный расстройство дейтін нәрселер бар. Иә? ГТР бар, мысалы да, генерализованное тревожное расстройство. И ПТСР, посттравматический стрессовое расстройство, өткен шақтағы өмірін ұмыта алмау, ата-анасына реніш, бір оқиғалар болды, қисынсыз, қорқынышты, жаман, қайғылы жағдайлар болды, соны есіне шығара алмау. Мысалы да, көп мысалы, ренжи беру, подавленность бар, мысалы, жабырқап жата береді үйінде, дұрыс па? Еш нәрсеге желание болмайды. Жолда бір нефес құрып, дұрыс істемей ма деген. Сондайдар көпте соң ойлап отырмын, мен емес сол кісі не қозбекен. Ол дұрыс істемей ма деген сұрақтың жауабы жоқ та бәрібір. Иә, сөйтеді, бір светофор не толып тұрса, мына жер мынандай деп кетеді, сөйледі. КПТ терапиясы адамға дұрыс сұрақ қоюды үйретеді. Оны сократовский диалог дейді. Мен оны курста үйретемін жалпы. Менің күні ертең бір айлық курсым басталады. Жалпы қатысуға кеңес беремін, егер мүмкіндік болып жатса. Ол жерде бір ай бойы осы когнитивно-поведенческий терапия, дұрыс сұрақ қою арқылы шешімдерді табу деген сияқты, альтернативный мысли тауып беру. Осыдан басқа 15 когнитивный искажения бар, солардың бәрін өтіп, солармен оспаривать етіп, солармен жұмыс жасау. Қараңыз. Не айтайын деп жатыр едім? Жауабын дедім. Осылардың жауабы. Жауабын ұмытып қалдым деймін ба? Қалай деген сұрақ туындайды. Сұрақ дедім ғой жаңа. Не айтайын дедім? Керемет бір не. Сұрақ. Неге бақытсызбын деген сұрақ. Қалай ойлайсыз? Бақытқа жеткізе ма? Неге бақытсызбын деген? Мен не үшін бақытсызбын деген сұрақ. Сізді бақытқа жеткізе ма? Қалай ойлайсыз? Мен не үшін бақытсызбын? Сұрақ. Ол бақытқа жеткізе ма, немесе бақытсыздықты қайта күшейте ма? Қалай ойлайсыздар? Мысалы, жаңа сіздің күйеуіңіз неге мынаны дұрыс жасамаған деген сұрақ. Қалай ойлайсыз? Ол күйеуіңізге пайдасы бар ма ол сұрақтың? Ал енді неге мен бақытсызбын деген сұрақ мені бақытты қыла ма? Қалай ойлайсыздар? Жаңағыдай адам осы өміріне өзіне риза болып шүкіршілікпен Енді оны біреуге айтып жатырмыз ғой. Я, сен шүкір ет, осылай риза бол, бірақ ол жасай алмай жатыр да оны. Ол ар жақта глубинный, дисфункциональный глубинный убеждение дейтін нәрсе бар да, когнитивный искажениеде дисфункциональный глубинный убеждение бар. Оны адам өзі түсінбейді. Оны психотерапевт мен түсінемін да, оның промежуточный убеждениесін көру арқылы да. Мынандай нәрсе ғой, мен всегда идеальный болуым керек, айтпесе все бәрі құрдымға кетеді деген адамның глубинный убеждениесі, мен бейшарамын, никчемность жатыр оның ар жағында. Оны бірақ ол адам түсінбейді, мойындамайды да. Ол адамда уже никчемность жатыр. И ана бояна беретін қыздар бар ғой, бетін әшекейлеп бояну. Оларда непривлекательность дейтін глубинный убеждение бар. А вдруг біреулер мені қабылдамай қалады деген сияқты. Бірақ ол өте әдемі негізінде ол әйел. Но бірақ ода шектен тыс не істей береді, бояна береді. Не үшін, не керек сонша пудра, зат? Потому что дисфункциональный глубинный убеждение бар. Если сол дисфункциональный глубинный убеждение проработка жасаған кезде, ол вообще тастайды бәрін. Маған пофиг, адамдар қабылдай ма, қабылдамай ма, маған бәрі, главное, я принимаю себя деген сияқты ғой. Мен главное, я люблю себя, былайша айтқанда. Мен өзімді жақсы көремін. И все. Маған бәрібір, жұрт не дейді, маған бәрібір деген сияқты. А бірақ өкінішке орай біз жұртпен өмір сүріп кеттік қой, жұрт не дейді. А вдруг олар бүйтіп қалса, бүйтіп ойлап жатса не істеймін? Мен қазір бір көлікке отырып жатсам, ана таксимен былай барып жүр, знаешь, олардың екеуінің ортасында былай бар деп ойлап қалса не істеймін деген ойлар негізінде өмір сүріп жатыр, дұрыс па? Еркек адам ана адамдар не деп қалады, қазір не сөйлеп қалса не істеймін, ортаға шығып әңгіме айтсам дұрыс емес бір нәрсе ойлап қалса не істеймін, ортада бір адамдар жаман ойлап жатса, қазір мен сөзімді жеткізе алмай қалсам, содан олар күлсе не істеймін деген. Пускай күле берсін. Қайта наоборот күлдіруге тырысу керек қой, сайқымазақ болу керек ортасында. Тұрып ал. Деу керек қой, былайша айтқанда. Қуу керек. Не кедергі?
Вот, көрдіңіз, наоборот, сізде олар жынды деп ойлау керек қой. Сол кезде сізде вообще спокойствие болады. Дисфункциональный глубинный убеждение. Түсіндіре алдым ба? Паническая атакада жүрген адам, ар жақта глубинный убеждениесінде әлсізбін деген не бар, убеждение бар. Ол барынша тырысып жатыр, мен вообще күшті болуым керек деп. Но күшті бола алмай жатыр ғой. Не үшін? Түпкі терең наным сенім деген нәрсе бар. КПД-да терең наным сенім бар, аралық наным сенім бар. Сосын искаженный автоматические мысли деген нәрсе бар. Соса терең наным сенім. Мысалы да мен терең наным сенім жағы никчемность, непривлекательность, беспомощность дейтін нәрсе бар да. Осы үш убеждение. Ортада промежуточное убеждение бар. Ол правила, условные предположения и отношения. Соса правила мен мықты болуым керек. Правила, условное предположение. Мен мықты болсам, значит, адамдар мені қабылдайды, ал мықты бола алмай қалсам, значит, мені адамдарға угождать ете алмай қаламын. Адамдар мені қабылдамай қалады. Если адамдар мені қабылдаса, значит, мен жақсы адаммын. Если адамдар қабылдамаса, мен бишарамын, әлсізбін, оңбаған адаммын, никчемный адаммын. Ол сол ойымен уже қайтадан баяғы глубинный убеждениесін, мен әлсізбін, мен бишарамын деген глубинный убеждение подкреплять ете береді осылай. Соса, мысалы, глубинный убеждение, мен әлсізбін, мен қорқақпын деген глубинный убеждение бар. Паническая атакада жатыр бір адам, паническая атакадан үйінен шыға алмай жатыр, немесе теңізге бара алмай жатыр. Паническая атакада жүр, теңізге бара алмайды. Ода глубинный убеждение, мен әлсізбін деген нәрсе бар, бірақ ол адам оны түсінбейді. Ол ерік жігер жинайды, мен баруым керек, мен мықты болуым керек, мен күшті болуым керек деген талап қояды. Есіктен шығай деп атқанда, а вдруг теңізде мен паническая атака ұстап қалып, сол жерде мен құлап қалсам, скорый келмей қалса, сосын осындай болса деп ойлайды да. И сол ойдың негізінде кері қарай бүйтіп дейді да, бөлмесіне кіріп, есігін жауып, бүйтіп отыра қояды. Бұл ой не істеді? Бұл ой баяғы никчемность бар ғой, бишара әлсізбін деген ойды қайтадан подкрепляйт етті, терең наным сенімді. Енді ол адамда қандай фобия пайда болып жатыр? Агорафобия. Агорафобия болды, пайда болды. Боязнь открытого пространства. Уже үйден шықпай, пространствоға, кең пространствоға бара алмайды. Мысалы, біреуде клаустрофобия бар, жабық пространстводан қорқу. Біреуде жаңағыдай аэрофобия бар, самолетқа шығудан қорқу. Гидрофобия бар. Мысалы, суға түсуден қорқу деген сияқты да. Ол ар жақта убеждениялар. Солар проработка жасалу керек. Енді ол проработка міне осыларға альтернативный мысли тауып беру арқылы. Енді жаңа бақытсызбын, не үшін бақытсызбын деген сұрақ адамды бақытқа алып келмейді. Білесіздер ғой, Енді бақытты қылатын сұрақ қандай? Мен бақытты болу үшін не істей аламын деген сұрақ. Соса, не істей аламын, қандай әрекеттер жасасам мен бақытты бола аламын деген сұрақ, дұрыс сұрақ негізінде. Ми сізге чат GPT ғой, былайша айтқанда, сіздің миыңыз чат GPT сізге сразу жауап тауып береді. Дұрыс сұрақ қойсаңыз. Мен не істесем жетістікке жете аламын. Мен қайтсем жетістікке жете аламын. Қандай істермен айналыссам, белестерді бағындыра аламын. Мен неге белестерді бағындырған жоқпын? Неге мен жетістікке жете алмай жатырмын? Неге мен басқа адамдар сияқты емеспін? Неге басқа адамдар бақытты өмір сүріп жатыр, ал мен бақытты емеспін? Деген нәрсе адамды стрессін күшейте береді. Келісесіз ғой? Енді қараңыз, апаттандыру деген нәрсеге біз не істейміз? Осыларға альтернативный мысль тауып береміз, баламалы ойлар. Жаңа 4 когнитивті бұрмалауды көрдіңіздер ғой, 4 когнитивный искажениені көрдіңіздер. Пожелание, қалау. Талап қоюға, талапқа қалау. Немесе тілек. Қалау. Катастрофизацияға, апаттандыруға, когнитивті континуум. Когнитивный континуум дейтін нәрсе бар. Ал жайсыздыққа төмен төзімділік, ЖТТ. Біз оған жайсыздыққа жоғары төзімділік, жайсыздыққа жоғары төзімділік. Ал енді глобальная оценка, обесценивание бар ғой, құнсыздандыру. Оған безусловное принятие, немесе конкретная оценка дейтін нәрсе бар. Нақты бағалау. Мысалда,
құнсыздандыру. Құнсыздандыру, нақты бағалау. Талап қою. Талап, қараңыз, қалау сезімі. Мен идеальный болуым керек. Күйеуім маған балағат сөз айтпау керек. Менде паническая атака болмау керек. Менде невроз болмау керек. Менде депрессия болмау керек. Мен всегда жолым болу керек. Соса, үйде ешқашан бала жыламау керек. Айқай-шу болмау керек. Деген сияқты, я? Нақты. Керек. Осылай жасауым керек. Істеу керек. Адамдар осылай болу керек. Әлем осылай болу керек. Талаптар. Ол талап адамды не істеп жатыр? Шаршатып жатыр ма? Адамды уже жүйке жүйесін жұқартып жатыр. Невроз, былайша жүйке жүйені жұқару уже невроз. Талап қалау сезіміне айналдырамыз. Қалаймын мен осындай жақсы болуды. Бірақ жақсы болмай қалса, ничего страшного. Что с того? Мысалда, жеңіл қарауды үйрену. Қалаймын әлемде жамандық болмаған, бірақ жамандық болатын кездер болады. Не болады сонымен? Все бәрі бітті деген сөз ба? Қалаймын менде осындай болмаған. Немесе күйеуім маған балағат сөз айтпаған. Бірақ ол балағат сөз айтса бәрі бітті дегенді білдіре ма? Что с того? Балағат сөз айтса не болады? Айтты ер азамат мысалда, ничего страшного деген сияқты да. Сіздің таңдауыңыз бар да. Сізде андай ғой, қайтпаймын, мен талаптан қайтпаймын десеңіз де таңдау бар. Мен сізге ойбай деп не істемеймін. Ойбай обязательно қалауға айналдыруыңыз керек деп те айтпаймын, потому что мен ол кезде талап қойған боламын да сізге. Жоқ, мына айналдыруыңыз керек, сіз невроздан шығуыңыз үшін осылай невроздан шыққыңыз келе ма, келмей ма, соны анықтап алу керек бірінші. Бір клиенттер бар да, ойбай мен невроздамын, мен осындаймын дейді да, бірақ мына талапты өзгертпейді. Менің міндетім оған айту болды. Пожалуйста, қалаймын, чтобы сіздің осылай жүргеніңізді. Но бірақ сізде таңдау бар, олай жүрмеймін десеңіз де. Көрдіңіз ба? Клиент осыны қабылдай алған кезде проблемадан шыға бастайды, ода улучшение бола бастайды. Действительно, бір күнде емес, но постепенно оның өмірінде керемет өзгерістер болады, прогресс болады, аздан үздіксіз бір жетістіктер болады. Соңғысы, спортсмен бір күннің ішінде чемпион болған жоқ ол. Неше жылдап дайындалды да, содан результат көрінен бастады. Ол бір техникалар жасай беру арқылы. Бір техниканы бірнеше рет қайталай берді, ол навыкқа айналды, привычкасына айналды, әдетіне айналды, содан уже жарысқа соревнования шыққан кезде сол приеммен үйреніп, жаңағы не істеді, жеңіп кетті деген сияқты. Дәл сол сияқты сіздің психический расстройствоға қарсы тұратын техникалар бар да, ол мінекей міне пожелание. Қалаймын, чтобы күйеуімнің осылай жасамаған деген сияқты. Бір кішкене 10 минут үзіліс берсек, перерыв. 10 минуттан кейін келіп жалғастырайық. Жақсы? Так, достар, демек, неврозға себеп болып жатқан нәрсе, ол біздегі талап қою, я? Бір нәрсеге талап қою. Өзімізге, өзгеге, әлемге жайттық қой. 3 нәрсеге талап қойылады. Өзімізге, өзгеге, әлемге. Мұрат, есік жауыз аласыз ба? Апаттандыру. Мысалда, енді мен өзім идеальный болуым керек дедім, талап қойдым. Идеальный бола алмай қалдым, мен уже сол жерде стресс болады менде уже. Жайсыздық, мазасыздық, көңіл толмау, чувство вины, өз-өзімді кінәлау сезімі. Өйткені не апаттандырып жатырмын, катастрофизацияға айналдырып жатырмын да, менің идеальный бола алмауым, это ужасно, это страшно, өте жаман, адам төзгісіз деп та, уже низкая переносимость, фрустрацияға айналдырып жатырмын. Апаттандыру, осыны когнитивный континуумға айналдыру керек. Мысалы, мен бір жерде қателік жасап қойдым. Қателік жасадым. Мен сол жерде қателеспеуім керек деген талаптың негізінде мазам қашып жатыр. Келсесіз ғой? Осы жерде когнитивный континуум, яғни есептік проценттік есеппен өлшеу. Процентпен. Қаншалықты қателікті? Қаншалықты? Кәдімгі қиямет қайым орнайтындай, осы қателік үшін мені соттап жібере ма, түрмеге басып тастаймын, онда келсем, мысалда қорқып үрейленіп, ойбай түрмеге түсейін деп жатырмын. Бірақ түрмеге түсіп жатқан адамдар да өліп жатқан жоқ қой, мысалы шығып келіп жатыр деген сияқты. Ара жұмыс жасап байып кетіп жатқандар қаншама мысалда. Наоборот, қайта свободада жүрген адамға қарағанда, түрмеден келген аш болып келген, өмірден өз орнын тауып, неше миллион зарабатывать етіп жатқан таныстарым бар мен мысалда. Шыға салып, кәсіп, бизнес, үкіметтің жұмысын алмайды екен ғой дейлер. О, рахат оларды қайта. Бизнес жасап, жаңағыдай әйелдің атына ИП ашып, бұрқыратып жатыр да кәсіпті мысалда. Демек, олар да уже катастрофизация емес екен да, оказывается. Ол біз ойласақ солай болады. Сонса, ойымызбен. Сол жерде қараңызшы, мен жарайды қателік жасадым. Соншалықты ол не қиямет қайым болдым, аспан үзіліп жерге түсті ма, не болды соншалықты мысалда? Не болды? Мен мысалы балама айғайлап қалдым. Неге айғайладым, айғайламауым керек еді ғой деп өз-өзім деймін да мысалда, чувство вины дейді ғой. Ал не болыпты айғайласам не болады? Балам құлағы түсіп қалды ма? Шаш таз болып қалды ма мысалда? Ештеңе болған жоқ, балаңызға ұрыса беріңіз, ештеңе болмайды дұрыс па? Мысалда, жоқ,
Біз баламызға ұрыс болып иногда өз-өзімізді кінәлаймыз, иә. Но бірақ ол балаға да пайдасы тиіп жатқанын ұмытпауымыз керек те. Балаға ұрыстық, ол сабақ алып жатыр ол бала одан. Но бірақ біз сабақ беріп жатырмыз да, и өзімізді жеп жатамыз, қабат деген едіп та. Сонда жаңа рұқсат беру дейтін нәрсе бар да. Сонда катастрофический еш нәрсе жоқ, когнитивный континуум. Мысалда, самолетқа отырсам, мен мінген самолет міндетті түрде аварияға ұшырайды. Все, авиакатастрофа болады. Апаттандыру. Қараңыз, осы жерде проценттік есеппен өлшейміз. Ең самый безопасный транспорт ол не? Самолет қой. Самолет. Миллион самолет ұшатта, миллионнан бір-ақ самолет авиакатастрофа болады деген болған. Миллион самолет. Значит, сіздің аман қалу ықтималдылығыңыз 999.999 есе екен. Түсінсіз? Демек, сіздің аман қалу ықтималдылығыңыз өте жоғары. Сіз аман қалмауыңыз мүмкін, если самолетте бензин бір нәрсе бітіп қалса, жаңағы соляркасы бітіп қалса, дизель бітіп қалса, онда сіз барып сұраңыз. Неме? Соляркасын құйып алдыңыздар ма? Мына бір заттың деп та, мысалы, жолда өшіп қалмай ма деп та, көзіңізді жеткізіңіз деген сияқты ғой. Затса, немесе жаңағыдай мені еш адам жаман ойламау керек мен жайлы деген талап бар. Сіз не істейсіз? Если олар ойласа, значит, это ужасно, мен страшно, ол өте жаман, ужасно, қорқынышты бұл нәрсе, өте жаман нәрсе. Десе адамдар бүйтіп қарайсыз, ана адам мен жайлы жаман ойлап тұрған шығар. Оның ойлауы жаман, страшно. Онда барып сұраңыз. Неме, сіз мен жайлы ойлап тұрған жоқсыз ба деп та? Жаман ойлап тұрған жоқсыз ба деп та? Мысалда, я ойлап тұрмын десе, онда ойлай беріңіз деп кете беріңіз да. Сол ойлай беріңіз, жалғастыра беріңіз до конца деген сияқты. Проценттік есеппен, мысалда, көрдіңіз ба, проценттік есеппен нақты салыстырып, мысалы біреу бар. Маған келді бір клиент, келіншек келді. Мен жаман анамын дейді да, жаңа чувство винеға беріліп, стресске түсіп кеткен, қатты стресске. Көп ашуланатын екен. Көп ашуланады. Мен балаларыма көп ұрсам дейді. Ұрмайым дейді, ұрса берем дейді да. Қарғайын дейді, жаман сөздер шығып кетеді аузымнан шыдамай. Сосын, жақсы емес дедім, мен айттым, жаман, әрине ол ұрса беру дұрыс емес. Бірақ ұрсаңыз еш нәрсе болмайды негізінде. Қиямет қайым орнамайды, нормально. Ұрысқаныңыз дұрыс емес, мен әрине қаламаймын сіз балаларыңызға ұрысқаныңыз, но ұрсаңыз ештеңе болмайды. Қалай ештеңе болмайды, осылай деп та. Давайте онда проценттік есеппен, когнитивный континуумға салдық, проценттік есеппен өлшедік. Бір ана бар, баласына ұрсады. И баласын ұрады. Сіз оның қасында қаншалықты жақсысыз. Ол баласын ұрмайды әйел, бірақ ұрса береді, қарғай береді. Қарғайды, ұрсады, и баласын ұрады. Кәдімгідей денесін көгертіп тастайды. Оның жанында қаншалықты жақсысыз? Ой, оның қасында деген едәуір жақсымын, 50% жақсымын одан дейді да. Жоқ, 20%-ден қайтақ деймін да, мен айттым. Бірден қайтпақ, 20%-ден, 20% жақсысыз. Сізде 80% жамансыз, мен 100% жаманмын деді басында ол. 80% жамансыз, 20% жақсысыз. Жарайды. Бір әйел бар, баласын ұрады, айғайлайды, и баласын тамақтандырмайды. Сіз ол әйелдің қанша, мен одан 100% дейді да, 100% жақсымын дейді. Мен тек айғайлаймын дейді, мен тамақ берем, киім берем, барлығын жасаймын дейді да. Вот олар мен айтқан тыңдамаған үшін мен ашуланамын соған дейді да, соған айғайлап кетемін дейді. Онда тағы да 20% алып тастайық. Сіз 20%, 40% жақсысыз, 60% жамансыз. Дұрыс? Бір әйел бар, баласын ұрады, соғады, тамақтандырмайды, и баласына внимание бөлмейді, вообще сөйлеспейді балаларымен. И алады да детдомға беріп жібереді. Оның жанында қаншалықты жақсанасыз? Все, 60% жақсы боласыз, иә? Кете береді ары қарай. Бір ана бар, ұрады, соғады, киіндірмейді, далаға шығарып жібереді. Иә? Үстіп, сыртқа. Бар кет жоқ ол деп. Мысалы, тірі жалаңаш. Ол бала далада өліп қала ма, аман қала ма белгісіз. Ол әйелден қаншалықты жақсысыз? 100% жақсымын дейді, 100% жақсымын. Вот. Сіз қайда періштесіз деймін ғой, мен айтамын да. Сіз ашулануға рұқсат беріңіз ол жерде. Ашуландым. Ашуды қабылдаңыз бірінші. Рұқсат беріңіз. Если ашуланбауым керек десеңіз, ол сіздегі чувство вины, подавленность эмоциясын оятады. Одан кейін ашу одан сайын, мен не үшін ашуланбауым керек? Неге ашуланбауым керек деп күшейіп кете береді. Ашуландым, ничего страшного. Ашулансам деп болады. Ол тәрбие беріп жатырмын. Деген сайын ашуыңыздың күші басылып бара береді негізінде. Көрдіңіз ба? Ашуға вообще андай осуждать етпеуіңіз керек қой бір эмоция үшін. Біреуге ашуландыңыз, неге ренжіп жатырмын деген сұрақты қоймаңыз.
Неге мен панический атакаға түсіп жатырмын ойбай деп, панический атаканы ойлап подавленностьқа түспеу керек. Яғни үрейге бола жабырқау деген эмоцияны шақырмауыңыз керек та. Мысалы жаңа панический атакадан кейін көңілсіздік пайда болады көп адамда. Бүйтіп қалады ғой, настроение болмайды, күлмей қалады, иә. Неге? Өйткені панический атака менде болмау керек деген нәрсе бар да, талап бар да. Бұл нәрсе не үшін болып жатыр деген сөз, болмау керек деген требование бар ар жағында. Болса не болады? Болса бола берсін. Ол сіз 5 минутқа ғана уайымдауға рұқсат беріңіз. Мысалы, реніш эмоциясына да сондай да, ашу эмоциясына да сондай. Сізді келді, күйеуіңіз балағаттады, немесе сіз әйелі күйеуіне жаман сөз айтты, дұрыс па? Сол кезде өзіңізге 5-ақ минутқа ренжуге рұқсат беріңіз. Мен қазір әйеліме, немесе күйеуіме 5 минутқа ғана ренжуге рұқсат беремін, өзіме. Мысалы, мен әйелім бір нәрсе деп қайтарып сөйледі, мен ұрыстым, ашуландым, менде техника 5 минут деген нәрсе бар. 5 минут қазір ашулануға рұқсат беремін өзіме. Потому что мен 5 минутқа рұқсат бермесем, мен шектемесем оның уақытпен. Уақыт шектеусіз ғой. Мен 1 апта бойы ренжіп жүре аламын да әйеліме. 1 апта бойы оған қарамаймын, ашуланып, тамағын жемей қоямын, далаға барып, көшеге барып, рестораннан тамақ жеп келемін деген сияқты да. Ол дұрыс емес. Сондықтан 5 минут ренжуге рұқсат беремін, 5 минуттан кейін күліп отырайын деймін да әйелім. Ол үйренді уже ондайға. Оказывается, өзіміздің қолымызда екен да, КПТ-ны үйреніп алғаннан кейін вообще бетсіз болып кеттім қазір деген. Ұятсыз болып кеттім. Ұрса болып, жаңадан күнімде отыра беретін болдым қазір деген. Ашуланған кезде давление көтеріліп кетеді да? Иә, давление любой адамда көтеріледі ғой. Ашулануға қорқамын. Жақсы ғой. Ренжуге қорқамын. Күшті ғой ол деген. Бұл жақсы техника ғой бұл. Жоқ, одан сайын жақсы болады ғой. Сондықтан одан сайын сіз ашуланбайсыз. Қараңыз, давление бұл жерде энергия ғой. Адам үрейленгенде, қорыққанда кровообращение болады, иә? Тахикардия болады, давление көтеріледі. Одан адам өлмейді, потому что ол энергия. Сатса, тас көтергенде, спортпен заниматься еткенде давление көтеріледі. Если сізде давление болмаса, тас көтере алмайсыз, жұмыс жасай алмайсыз. Көрдіңіз ғой? Сондықтан достар, рұқсат беру. Ашулануға рұқсат беріңіз өзіңізге. Иә, қаламаймын ашулануды, но ашулансам не болады? Қиямет қайым орнамайды, аспан үзіп жерге түспейді. Яғни сіз салыстырасыз осы нәрсемен да. Ужасно дейтіндей, не ол? Ашуландым, не болды? Балама бір нәрсе болды ма, мысалы, күйеуіме қайтарып сөйледім, не болды? Күйеуімнің мұрны түсіп қалды ма, мысалы, нормально ғой, мысалы да. Дұрыс па, күйеуіме айғайлап бердім. Нормально деген сияқты да. Пайғамбарымыздың өзі, мысалы да, біз мұсылмандар ретінде пайғамбардан өнеге алуымыз керек қой негізінде. Пайғамбардан өнеге алуымыз керек, дұрыс па? Пайғамбарымыздың өзі сахабалармен үлкен бір мәжілісте отқанда, Айша анамыз жаңағы пайғамбарымызға бір кісі бір соқ беріп жібереді, компот беріп жібереді да, құрмадан жасалған. Соны беріп жіберген кезде жаңағы Айша анамыз компотты алады да төгіп жібереді. Енді пайғамбарымыздың басқа әйелі болған, Үммі Салама деген анамыз, сол кісіден келеді ол компот. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға берейін деп жатқанда ананы алады да, Айша анамыз алады, төгіп жібереді. Қызғанады ғой енді пайғамбарды. Сонда сахабалар үндемей қалады да, қазір мына жерде бір үлкен дау-дамай болатын болды, мына ерлі-зайыптылар бір-біріне. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жымиып тұрып айтқан екен да, күліп тұрып. Сендердің аналарың қызғанып жатыр ғой деген екен да. Әйелдің эмоциясы, қызғаныш эмоциясы, ревность дейтін нәрсе әйелдің бойында бар нәрсе да. Әйелдің сезімдерін түсінген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, әйелдің жаратылысын, болмысын түсінген, Алладан келген елші, ол әйелдің болмысын бізден жақсы түсінген. Сонда сахабалар сол жерде ойлаған. Қазір пайғамбарымыз әйеліне жұбайына қатты сөйлейтін шығар деп күткен. Бірақ ешқандай ондай сөз айтпаған. Наоборот, аналарыңыз сіздердің аналарыңыз, яғни бізге пайғамбарымыздың әйелдері бізге анамыз болып келеді. Сіздің аналарыңыз қызғанып жатыр ғой дегенде. Жымиып қойған да. Демек, достар, көрдіңіз бе? Біз әйелге, бізге арасында қарсы шығуға не істеуіміз керек? Рұқсат беруіміз керек. Омар деген бір сахаба әйелінен ұнатпайды, ажырасқысы келеді әйелімен. Бір кісі да, сол кезде пайғамбарымыздың кезінде бір кісі, жаңағы Омар деген мұсылмандардың әміршісі патшасының кезінде әйел ұнатпайды. Әйелмен тұрғысы келмейді. Просто ұнамайды. Омар деген халифаға, яғни патшаға бара жатады. Патшаға бара жатса, Омардың әйелі шығып айғайлап берген екен да, жаңағы Омар деген сахабаға. Сен ондайсың мұндай, патшаның әйелі айғайлап жатыр да күйеуіне. Ана мұсылмандардың әміршісі ғой, енді мұсылмандардың патшасы. Сен ондайсың, бұндайсың, осындай деп та жаңағыдай кіріп кеткен ғой. Бүйтіп қарап тұрып, сөйтіп жайлап теріс айналып кеткен ғой. Әйелінен шағымданып бара жатыр ғой енді. Әйелім ұнамайды, ажырасқым келіп жатыр, не істейін деп та. Басқа қатын алайын ба деген сияқты ғой. Ананы көреді, теріс қарай кетіп бара жатыр. Шақырыңдар ананы дейді. Анау не ана жерден қайтып кетіп бара жатыр. Шақырып не істеген кезде не болды, тыныштық па, неге сен келіп кетіп бара жатсың дейді.
Мен әйеліме шағымданып келбедім дейді да. Әйелім маған ұнамайды, мен ажырасқым келеді әйеліммен. Соны сізге айтуға келе жатырмын, бірақ сіздің жағдайыңызды көрдім да, сіз де менен де жаман екен ғой деп кетіп бара жатырмын. Не үшін ұнамайды деген? Просто ұнамайды, просто көңілім толмайды әйеліммен. Сезім жоқ деген да. Бала шағың бағып отыр ма? Бала туып беріп отыр ма? Тамағыңды асып отыр ма? Кіріңді жуып отыр ма? Бәрін жасайды, но бірақ сезім жоқ. Кімде менде де сезім бар дейсің ба? Мысалы. Бұл әйел дейді да. Бұл әйел. Жаңағыдай сізге айғайлап отыр қалай деп таңғалады ғой жаңағы кісі. Бұл әйелмен кірімді жуады, ыдыс-аяқ үйде тамағымды дайындайды, ыдыс-аяқты жуады, балам туып беріп жатыр, менің нәпсімді қанағаттандырып жатыр, иә. Кешке арқамды уқалап береді, басымды уқалап береді деген сияқты ғой. Жақсы сөзді айтады арасында, осылай деп маған мотивация береді деген сияқты. Сонда келіп бір ауыз айғайлаған көтермеймін ба? Осынша нәрседен кейін, жақсылықтан кейін да мысалы. Демек, олар бізге нені үйретіп жатыр? Бізде таңдау бар екенін үйретіп жатыр. Таңдау бар екенін. Түсінесіз ба? Ренжімеуге таңдау бар екенін. Бұл бізге сол сабақ. Когнитивно-поведенческий терапия дегеніміз осы, КПТ. Яғни когнитивті ой-өрісті өзгерту арқылы біздің поведениеміз өзгереді. Мысалы, бір бизнесмен бар, ол не үшін бизнесмен? Потому что ол всегда сондай ойларды ойлады да, оның поведениесі всегда әрекеті бизнес жасап жүр. Ақша, ана жерден чүк алады да, фук. Потому что всегда солай ойлайды, размышляйте етеді. А сізде неге осындай проблема? Потому что всегда сіз концентрацияны неге қойдыңыз? Осы нәрсеге қойдыңыз. Фокус, внимание осы жерде. Мысалы, каждыйыңызға айтамын, мен қазір көшеде көрген каждый машинаңызға, каждый көрген қызыл машинаға, тек қана қызыл машинаны санайсыз деймін да, қаладағы 5000 теңгеден беріп отырамын деймін да, 5000 теңгеден беріп отырамын. Тек қана қызыл машинаға ғана мән бересіз, басқа машина керек емес. Неше қызыл машина көрдіңіз, барлығын фотоға түсіріп, фиксация жасап, фотоға түсіріп, алып келесіз деймін да. Неше машина, ол кезде сіз күніге 15, 20, 30, 100 машинға дейін санайсыз, дұрыс па? Потому что 5000, каждыйына 5000, оңай ақша. Бір ай соны жасатамын да сізге. Сіз бір айдан кейін тек қана қызыл түсті ғана көретін боласыз. Неге білесіз ба? Өйткені фокустың барлығы тек қана қызылға қоясыз. Ұйықтап жатқан түсіңізде қызыл түстер кіріп бастайды. Өйткені неге? Концентрация тек қана қызылда болды. И осы нәрсені подкреплять еттіңіз. Енді көшеге шыққанда тек қана мынадай қызыл, көзіңіз түсіп кете беретін болады. Мынандай мысал кетіп бара жатсыз ғой. Мен қызарып тұрмын, көзіңіз түсіп кетті. Ана жіп қызыл оқ дейсіз. 5000 теңге деп, үйреніп кетеді да, ми соған. Концентрация сода. Ал енді сіздегі мазасыздық не үшін мазасыздық? Потому что концентрация сода. Басқа ойлар бар сізде. Қазір мен сізге бір нәрсені айтамын, сіздің подсознаниеде тұр ол. Бірақ ұмытылып кетті. Но күнделікті өмірде қолданып жүрсіз. Но алайда оған сіз не істемейсіз? Мән бермейсіз. Мысалға айтамын қазір. Мен не айтайын деп жатқан білесіздер ме қазір? Каждыйыңыздың миыңызда бар. Түп санаңызда ол долгосрочный памятте тұр ол нәрсе. Ол не нәрсе? Білмейсіз, мен айтпайынша. Мен айтайын, лимон. Лимон деген нәрсе білесіздер ма? Білесіз ғой? Не ол лимон деген? Сипаттап беріңізші лимон деген. Фрукт, я? Фрукты ғой, я? Елестетіңіз, лимонды елестетіңіз, көз алдыңызға елестетіңіз, прям сары, сопақ, кідір-бұдыр сырты деген сияқты ғой, я? Прямо лимонды кесіп пышақпен, жартысын тісіңізбен алып, жеп жатқаныңыз елестетіңіз, прям жеп, соғын, ішіп, қышқыл, сонда кислый. Сөл бөлініп жатыр, аузыңыз бүйтіп қыжылдап. Неге сіз күнде лимонды елестетпейсіз? Күнде лимон туралы ойламайсыз. Неге? Ол бар ғой миыңызда тұр ғой, ол ой бар. Лимон туралы ойлар бар. Прям қазір елестеттіңіз, сездіңіз. Соны ощущать еттіңіз лимонды. Потому что оған мән бермейсіз сіз. Дәл сол сияқты сіз мына жаман искаженный автоматический ойларға мән бермей қойсаңыз, спокойно өмір сүре аласыз. Но бірақ сізде ожидание бар да. Бір нәрсеге мән беріп қалғансыз, а вдруг осындай болып қалса. Сіз өткен өмірдегі тәжірибелерге негізделіп, сол нәрсе менде де болып қалады деген сияқты да. Біреудің жаман оқиғасын естіңіз, сол нәрсе менде де болып қалуы мүмкін деген ожидание бар. Сіз ертең 100 жыл өмір сүруіңіз де мүмкін ғой, мысалы. Сізге қаншалықты выгодно 100 жыл осылай өмір сүру? Мысалы, примерно ойлап көріңіз, сізде 100 жыл өмір бар да, Алланың қалауымен 100 жыл өмір бар. Инди инда занни абди би дейді, Алла Тағала хадис құдси дейді. Құлым мен жайлы қалай ойласа мен сондаймын дейді. Сіз Алла маған 100 жыл өмір береді деп сеніңіз, сізге 100 жыл өмір береді, Алла қаласа да, дұрыс па? Сізде 100 жыл өмір бар деп елестетейік. Бар, каждыйымызда 100 жыл өмірден бар, иншалла. Енді сіз қалай өткізбексіз 100 жылыңызды? Сұрақ.
осылай переживать етіп, ойбай, мына ойлардан қашан құтылатын екем деп ойлармен өмір сүресіз ба, стресспен өмір сүресіз ба, әлде бақытты өмір сүруді бастайсыз ба бүгіннен бастап? Қалай өткізесіз? Таңдау? Вот, таңдау сізде, достар. Жайсыздыққа төмен төзімділік, это невыносимо, мен оған төзе алмаймын деген сияқты да. Ішкі ресурстарды обесценивать ету. Сіз көп нәрсеге төзе аласыз негізінде. Ыстыққа да төзе аласыз, суыққа да төзе аласыз. Сіз көп нәрсеге бейімделе аласыз. Адам адаптация түсе алады. Алла Тағала сондай жаратқанда. Сіз айқай-шуға да төзе аласыз, сіз ыстыққа да төзе аласыз, қиыншылыққа да төзе аласыз, ауыр жүкке де төзе аласыз, сонса спортқа да төзе аласыз, любой қиындыққа төзе аласыз. Көрдіңіз ба? Жайсыздыққа жоғары төзімділік. Мен төзе аламын деген нәрсені айту да. Осы кезге дейін мен төзіп келдім соншама қиыншылыққа. Мысалы, күйеуінің айғайына төзіп келеді да, әйелдер келеді бір келген кезде мен төзе алмаймын бұл дейді. Онда сен басында төзбеуің керек еді да, дұрыс па? Сол кезде дұрыс болатын еді. Келісесіз ғой? Ендеше сіз айтыңыз, мен до конца жизнь төзе аламын деген нәрсені миыңызға құйыңыз да. Мен до конца жизнь өмірімнің соңына дейін төзе аламын. Мен төзе аламын. Күйеуім айғайлап қоя алады. Күйеуіңіздің айғайына немқұрайлы қарап бастасаңыз, күйеуіңіз айғайлауды тоқтатады. Мысалы, мынандай ситуация болды да, менің клиенттерім арасында. Күйеуінен шаршап кеткен, күйеуі арақ іше береді постоянно. Постоянно арақ ішеді. Вот именно арақ ішуіне себеп болып жатқан әйелдің өзі екенін өзі түсінбей жатыр да. Әйелге үйленбей тұрып, ол арақ ішпейтін болған ол негізінде. Бұл жерде әйелді кінәлап жатқан жоқпын. Әйелі оны қызғана берген да, короче. Қызғана береді, тисе береді, сен қыздармен жүресің, осындай қыласың. Күйеуі дертке арақ ішіп кеткен ғой бір күн. Бір әйел күйеуін қызғана береді екен да жаңағы. Қызғана береді екен. Сол ауылда Наташа деген бір әйел болған да жаңағы. Бүкіл ауылдың еркектері бәрі сол Наташаға барады екен жаңағы. Ұятсыз болған да жаңағы Наташада. Сол ана кісіге, ана жігіт ровно жүреді, сағат 6-да ровно келетін болған ғой. Ровно жұмыс бітеді, 6-да үйінде отырады, короче. Сен Наташаға барып кетсің, сен оңбаған Наташамен жатып кетсің, сен деген білмей, сен біліп жүрмін, сен жамансың, сен көзқарастарың жаман, что-то сен Наташаға барып жүрсің, қоймайды екен да. Ауылда бармаған бірез-ақ екен да осының. Бірез Наташаның есігін аттап көрмеген кісі. До того пәк болған ғой енді, тек әйелінен басқа. Бір күн шаршап кеткен ғой әйелдің әңгімесін. Наташа деген кім барайшы соған деген? Барған Наташаға. Барып Наташасымен танысып, үйіне сағат 8-де қайтқан ғой. Сен кеш келе жатсың, Наташаға барып кетсің, міне 6-да келетедің, міне кешіктің, білдім осындай екендігін. Я, Наташаға барып кетірім деген ғой жаңа. Әйелі қарап тұр. Кетші бар, ол Наташа сені менсінбейді деп айтады. Сол сен менсінбейді дейсің ба деп айтқанда. Бұл анекдот қой, бірақ шындық бар да, ар жағында асылында бір шындық бар. Сонда әлгі әйел күйеуін қызғанып, енді сұрап келіп, мен ары қарай проработка жасаған кезде әйелдің өзінде проблема бар екен түсіндім. Ол біреуге барып кетсе не істей аласыз, мысалы, ешнәрсе істей алмайсыз. Ол барам десе де ақысы бар ғой, жасап та жасай алады. Ол қызғана беруден қаншалықты пайда, сізге пайдасы бар ма ол нәрсенің? Ол главный жасаса да сізге көрсетпей жасаса, мысалы, сол нәрсені мен қалап тұрған жоқпын, ол харам нәрсе. Шариғатымыз бойынша рұқсат емес, тыйым салынған нәрсе. Но соны сізге көрсетпей жасаса, значит сізге құрмет көрсетіп жатыр. Если жасаса ол, бірақ жасамаған да болуы мүмкін да, ол Наташаны танымауы да мүмкін. Бірақ сіз келесіз, ойбай сен Наташамен осылай жасап жүрсің деп та, мысалы. Одан шаршайды да, анау ішіп кеткен. Енді сен алқашсың деп жаңағыдай күнде жаңағы миын жейді, сен арақты қашан қоясың деп. Арақты қашан қоясың деп, енді арағымен арпалысып жүр да. Сосын мен айттым да, арақ қоюынан үмітіңізді үзіңіз дедім да. Үмітіңізді қоймайды деп есептеңіз деймін да. Қалай сонда қоймай ма? Потому что болашақты білмейміз. Если сіз арақты ол ешқашан қоймайды деп сенсеңіз, түсінесіз, оны уайымдай беруден не пайда маған? Итак қоймайтын екен. Сіз оның қызға барады деген нәрсеге сенсеңіз, оны уайымдаудан пайда жоқ, итакта барады екен ғой деп қабылдайсыз деймін да. И сол нәрсені жасат алдық әлгі әйелге. Сенесіздер ме, қандай нәрсе жүз берді бұл жерде? Не нәрсе болды? Күйеуі ішімдікті қоя бастады. Білесіздер ме неге? Әйелін қызғана бастады ғой. Әйелде безразличие пайда болды да еркегіне. И еркектің миында, мынау что-то менің арағымды не істемей қойды деп та, что-то не то мынада деп та. И күйеуі мына жаққа қарап бастады ғой, сен қатын, что там бәрі дұрыс па деп та. Что-то дауысың шықпай қалды ғой деген сияқты. Әңгіме айтып бастаған ғой. Сосын ана еркегі, әйелі өзіне қарап помосын жағып, жаңағыдай да.
арасында күйеуін отырғыз, есік ашық тұр, есік ашық кіріп келе бересіз. Кілттеген жоқпын депті, телефон қоя салады. Что-то не то, ана шок еді, түсінбейді. Сонан не керек? Жайлап ішімдігін азайтып бастаған. Сосын әйеліне ұнау үшін давайте ресторанға барайық, анда барайық, мында барайық деп бастағанда. Көрдіңіз ба? Сондықтан ол ойбай деп басына балғамен ұра берсеңіз, ол қоймайды, ол қоймайтын адам. Наоборот, немқұрайлық таныту керек. Өзіне тастау керек. Қоймайды деп шешкен кезде, сіз ол жерде сіз шаршап жатсыз. Соның үшін мынандайда техника принятия деген нәрсе бар. Техника принятия, қабылдау, состояниені қабылдау. Менен паническая атака ешқашан кетпейді деп қабылдаған кезде, ешқашан кетпейді ол деп қабылдаған кезде, зачем онда кетпейтін нәрсеге бола переживать етіп? Депрессия менен ешқашан кетпейді десеңіз, зачем онда кетпейтін нәрсеге переживать? Лучше басқа нәрсемен айналыса бастайын деген кезде, анау кете бастайды ғой. Потому что концентрация басқа жаққа ауа бастайды. Сізде ожидание бар, қашан кетеді, кете ме екен деген сияқты да. Өміріңізді осымен уайымдаумен өткізіп жіберейін деп жатсыз да. Күйеуім балағат сөзін қашан қоятын екен, немесе әйел маған қашан қарсы шыққан қояр екен деген сияқты. Жоқ, қарсы шыққан қоймайды ол. Қарсы шыға береді все. Смириться ету керек, көрдіңіз ба? Осы нәрсемен келісу керек. Келісу керек. Смириться еткен кезде осы нәрсенің осындай бола беретініне, табиғат сондай екеніне, Алланың жаратылысы сондай екеніне келіскен кезде бәрі өзі орнына түседі, көрдіңіз ба? Демек, достар, біз жайсыздыққа жоғары төзімділік танытуымыз керек. Жайсыздыққа жоғары төзімділік. Любой нәрсеге мен төзе аламын, любой нәрсені еңсере аламын деген нәрсе адам өзіне айту керек, всегда айту керек. И осы нәрсені қабылдау керек. Құнсыздандыру. Егер күйеуім маған балағат сөз айтса, значит, ол мені жақсы көрмейді. Демек, мен бейшарамын. Мен непривлекательныймын, иә? Мен ұсқынсызбын, тартымсызбын, никчемныймын деп әйел адам өзін обесценивать етеді. Көп жағдай обесценивание әйелдерде болады, еркектерге қарағанда. Қазір еркектерде де өте көп. Соны нақты бағалау, яғни конкретная оценка дейтін нәрсе бар. Конкретная, нақты. Мысалы, күйеуіңіздің балағаты, на самом деле сізді ол жақсы көрмейтін сіздің бейшара екеніңізді білдіре ма? Онда егер сіздің бейшара екеніңізді білдірсе, онда бүкіл әлемдегі әйелдердің барлығы бейшара. Келісесіз қой соған? Потому что любой еркек өзінің әйеліне істейді, балағаттайды, ұрсады. Если күйеуінің балағаттауымен әйел никчемная, непривлекательная болса, онда жер бетінде әдемі әйел жоқ деген сөз. Любой әйелге күйеуі не істейді? Міндетті түрде өмірінде балағат сөз айтады ғой. Демек, біз онымен келіспейміз. Көрдіңіз ба? Демек, мына нәрсе жаңағы айтқан күйеуінің әйеліне балағат айтуы, немесе өмірінде бір ситуацияның болуы сіздің бейшара екеніңізді, никчемный екеніңізді, әлсіз екеніңізді, непривлекательный екеніңізді білдірмейді. Соса, осылай конкретно баға беру. И сосын бұл жерде безусловное принятие дейтін бар. Шартсыз қабылдау дейтін нәрсе бар. Техника безусловное принятие, шартсыз қабылдау. Если күйеуім мені балағаттамаса, значит мен жақсымын, күйеуім мені балағаттаса, значит мен жаманмын деген нәрсені алып тастау. Бұны условная самооценка дейді. Шартты самооценка дейді. Шартты өзін бағалау деген нәрсе. Соса, ол сіздің самооценкаңызды ниже плинтус жібере береді. Соса, күйеуім мені балағаттаса, мен всегда жақсымын, күйеуім мені балағаттамаса, мен всегда жақсымын деген сияқты. Мен всегда жақсымын. Әрине, менің поступкім жаман, немесе менің поступкім жақсы. Но всегда адам өзі жақсы. И других. Я? Техника принятия других и себя. Өзгелерді. Менің әйелім маған қайтарып сөйлесе, жаман ба? Жаман, но бірақ әйелімші, әйелімнің өзі. Әйелім жақсы. Сонса, балам сабақтан 2 алып келді. Жаман ба балам? Балам жаман ба? Я, сабақтан 2 алғаны жақсы емес, 2 алғаны жаман әрине, но баламның өзіші. Не үшін ол жазалану керек? Не үшін мен оны ұрып соғым керек? 2 алғаны үшін ба? Не үшін ол страдать ету керек ол жерде? Көрдіңіз ба? Балада условный предположение қалай қалыптасады, яғни шартты болжам. Балаға біз 5 алған кезде, молодец, менің балам күшті деп мақтаймыз да, содан автоматически екінші убеждение установка қалыптасады. Келесі 2 алса, өткенде 5 алған үшін мақтап еді, ал 2 алу это катастрофа деп қабылдайды ол. Уже 2-ні жасыра бастайды. Бала содан перфекционист болады, идеальный болуға тырысады, 2-ні жыртып тастайды, сызып тастайды, бояп тастайды. Одан сайын біз оны ұрамыз. Балаға біз былай тәрбие беруіміз керек. Балам, сен 5 алған үшін жақсы көрмеймін, а сені өзіңді жақсы көремін всегда. Сен 5 ал, 2 ал маған қызық емес, ол баға вообще бұл жерде рөл атқармайды. Әрине мен қалаймын, что сенің жақсы оқығаныңды, активный болғаныңды, белсенді болғаныңды жоғары баға. Иногда өмірде форс-мажорный ситуация болады, дайындық болмай қалады. 3 алып қоясың, 2 алып қоясың, апайың ашуланып қойып жібереді, эмоцияға беріліп, сондай ситуациялар болады. Ол не значит сенің жаман екеніңді. Сен всегда жақсысың.
но сенің бағаң әрине ол жақсы емес. Деген кезде балаға осылай өзін шартсыз қабылдауды үйреткен кезде бала келесі бір қателікті жасаса, ол өзін сөкпейді, ол нені сөгеді? Істі сөгеді. Менің ісім дұрыс болған жоқ, менің ісім дұрыс. Мен всегда жақсымын. Қазір біз іспен қоса өзіміз сөгеміз ғой, бір нәрсе қателік жасадым ба, настроением түсіп кетті, депрессия түсіп кетіп жатырмыз. Значит, біз ана іспен қабылдаймыз. Если мен мынаны дұрыс жасасам ғана мен жақсымын, мынаны дұрыс жасамасам мен жаманмын. Неге негізделіп? Өзгелер солай жасаймыз. Мысалы, менің күйеуім маған балаға сөз айтты, значит, ол жаман адам, балаға сөз айтпай жақсы сөз айтса, ол жақсы адам. Негізінде адамның өзіне жаман деген сөз мүлдем қолданылмайды. Тіпті ол атеист болса да, кәфір болса да, жезөкше болса да, алқаш болса да, бандит болса да. Адамның өзі болмысы, жаратылысы жақсы. Өйткені оны жаратқан кім? Алла тағала. Если бір адам жаман деп айтсақ, значит, оның Алласы, Құдай сақтасын, жаман деп жатқан сияқты. Алла мына адамды дұрыс емес жараттың деген сияқты. Оның ісі жаман, ұстанымы жаман, діні жаман, мысалы, атеист мысалы, оның ұстанымы жаман, дұрыс. Адамдарды адастырып жатыр, оның әрекеті жаман. Но бірақ оның болмысы, жаратылысы жақсы. Мысалы, бір адамдармен ол жарайды, менімен қарым-қатынасы дұрыс болмауы мүмкін, басқа адамдармен адамгершілігі бар, мысалы, совесть болуы мүмкін, алдамайды ешкімді деген сияқты да. Не үшін мен оған зиян беруім керек деген сияқты да. Бізде көрдіңіз, условное предположение, немесе условное принятие деген нәрсе бар. Шарт қойып қабылдаймыз. Қымбат ханым маған жақсы сөйлеу керек, сол кезде мен оны қабылдаймын. Ол маған жаман сөз сөйлемеу керек. Ал жаман сөз сөйлесе мен оны қабылдамаймын деген. Жоқ, мен қымбат ханымды всегда қабылдаймын. Ол сөзмен емес, мен всегда қабылдай беремін ол кісіні. Жаман сөз, әрине ол жақсы емес, жаман сөз. Жаман сөз сөйлеген дұрыс емес. Но бірақ жаман сөз сөйлеген оның жаман екенін білдірмейді. Достар, міне көрдіңіз бе? Демек, біз құнсыздандырмамыз керек өзімізді қалай шартсыз қабылдау арқылы. Көрдіңіз бе? Өзімізді құнсыздандырып жіберіп жатырмыз, обесценивать етіп жатырмыз. Әйелдер көп жағдайда күйеуі әйеліне балаға сөз айтса, значит, мені ол жақсы көрмейді, мен оған керек емес екенмін деген сияқты да. Жоқ, сен всегда керексің оған. Сен главный өзіңе керек болуың керек бірінші кезекте. Өзіне керек болған әйел ол күйеуіне керек деген сияқты ғой. Өзіңнің самооценкаңды өзің көтеруің керек. Безусловная самооценка, шартсыз самооценкамен. Жатса, шарт қойып, күйеуім мені қабылдаса ғана мен мықтымын деген нәрсені миыңыздан алып тастаңыз. Бір адамдар бар, ешқашан сізге риза болмайды. Адамдар бар ғой жалпы өмірде. Ешқашан саған көңіл толмайды. Сен оның көңілін қалай толтырасың? Сен ол үшін өлуің керек, сен өлсең ғана оның көңілі толатын сияқты да, болғаны. Сондай адамдар бар, келсесіз ғой. Онда не істейсіз онда? Құрдымға кетесіз? Сондықтан біреу қабылдаса ғана мен өзімді қабылдаймын деген нәрсені миыңыздан шығарып тастаңыздар. Өйткені сізді қабылдамайтын адамдар өте көп өмірде. Проблема сізде емес, проблема адамдардың сізге деген көзқарасында. Айттық қой жаңа, ситуацияда емес. Себебі қараңызшы, мен постоянно YouTube'қа видео саламын, Instagram'ға шығамын. Маған айтылатын пікірлер де әртүрлі. Алуан түрлі. Біреулер балаға сөздер айтып жатады, біреулер жақсы мақтап, сізге Алла разы болсын, Алла өміріңізді ұзақ қылсын деп дұға жасап жатады, алғысын білдіріп жатады. Значит, бұл жерде проблема менде емес. Себебі маған алғыс айтып жатқан адамдар да бар, и даттап жаман сөздер айтып жатқандар да бар. Демек, адамдардың маған деген көзқарасында. Мен просто өзім жұмысымда, миссиямды атқарып жатырмын, адамдарға барынша бөлісіп жатырмын біліммен. Оны қабылдамау адамдар өздері шешеді. Бір адам қабылдаса, екінші бір адам қабылдамай жатыр. Демек, проблема менде емес. Сіз өмір сүріп жатсыз ба, сіз әрекеттесіз ба, сізге алуан түрлі көзқарас болады. Біреу сізді қолдайды, біреу сізге немқұрайлық танытады, біреу сізді даттайды, сізді жамандайды, өсектейді. Сіз оған бола өмір сүрмей қалмауыңыз керек, жалғастыра беруіңіз керек. Вот. Міне психология деген осы. Түсіндіре алдым ғой, Сұрақтар бар ма? Қандай вопростар бар? Бұрын сізге барғанда айттым ғой, давление 200-ге көтерілгеннен сұрақ болып қалдым. Видеоларыңызды көріп отырып, андай ойладым да, енді ол дұрыс емес. Бұрын мен асханада, ресторанда жасадым, қайнап тұрған оттың арасында қоғыру. Сол кезде де может көтерілген шығар. Оның причинасы бар. Ыстық. Біріншіден панический атака бар да сізде, невроз бар екен түсініңіз. Екіншіден ыстықта тұрсыз. Это нормально, сол кезде көтерілді. Ол кезде білген жоқпын ғой деп мен сұрастап солай істедім да, басылдым негізі. Одан алып көтерілді. Жоқ, сізде қазір давление деген көзқарасы өзгеру керек қой. Убеждение өзгеру керек. Вообще давление деген нәрсе сіз үшін қорқынышты болмау керек қой. Давление деген сөзден қорықпауыңыз керек қой, былайша айтқанда. Это энергия, потому что сізді қазір мен спортзалға барып гонять ететін болсам, ол давлениеңізді қайтадан сол 200-ге көтере аламыз да. Өйткені энергия ол, түсінсіз? Сіз давление болмаса, сіз тіпті төсекті қарым-қатынасқа да жарамай қаласыз деген сияқты ғой. Жұмысқа жарамай қаласыз, кәсіп жасай алмай қаласыз деген сияқты да. Давление бұл энергия.
Ол давлениенің негізгі причинасы бар ғой, психологический, физиологический. Психологический ол кәдімгі адам үрейленгенде, ашуланғанда давление көтеріледі, дұрыс па? Эмоциональный. Екіншісі физиологический. Физиологический ол спортпен заниматься еткенде, интимный қарым-қатынасқа түскен кезде, жұмыс жасаған кезде, тағы не? Балаңызды көтеріп, былай ойнатқан кезде, эмоциональный жағы қуанған кезде тоже давление көтеріледі. Физиологический екі түрлі болады, жаңағыдай әрекет жасағандай. Екіншісі жаңағы патологический ауруыңыз болған кезде. Ал дәрігер сізден ауру жоқ, тапқан жоқ, бірақ давление көтеріліп тұрса, значит сізде психологический болып жатыр. Психологический. Соответственно, ауру жоқ, давлениеңіз көтеріліп тұрса, значит бір жұмыспен айналысып жатсыз. Көрдіңіз ба? Проблема осы. Иә?